Мұстафаңды қойш, айтпа керек. Әлім Алмат атамыздың өз аузынан Мұстафа Шоқайдың аманаты туралы тұңғыш естіп отырған сіз болып тұрсыз ғой. Бірақ Парижде Мұстафа Шоқайдың үйде тұрғанын айтқан жоқ. Қонаевтың тапсырмасымен Сайын Балмұханов сені елге шақырып келдім деп 64-ші келді дейді. Егер ондай ұсыныс жасалған болса, ол кісі неге елге оралмады? Әйтекеш Толғанбаевтың тағдырын білген ол кісі. Сізбен Әлім Алматтың тұлғасында бір ұқсастық бар сияқтаға. 10 жылымды арқалап кетіп баратқанда әйеліме рұқсат бердім. Рахмет саған. Қалаған адамға тұрмысқа шық, енді мені күтпей-ақ қой. Мерзім өтіп келсем, әйелім әлі анамды бағып отыр. Қазір қайта сіздерге мынандай жағдай болғасын, көптеген ақпарат айтып кетіп жатыр. Мамандығыңызды сұрағым келіп кетті, қазір бірақ оны бастасам. Басқа жаққа өтіп кетеміз. Ойыншы қалғанның бар қосымша. Қалғанның бар кім дейсіз? Қосымша. Адам жаны ең нәзік аспап. Оны ойнай білмейтін адамға сеніп тапсыруға болмайды деген анық бір ақиқат бар. Осындай нәзіктікті жүрегімен түсініп, саналы ғұмырын музыкаға арнап, тағдырдың талай сынағынан өтіп, өз аманатын соңына дейін ардақтап өткен арда азамат Әлім Алмат. Қазақтан шыққан тұңғыш скрипкашының есімі менің көрермендеріме жақсы таныс. Ендеше бүгінгі қонағым Әлім Алматпен көзі тірісінде бірнеше рет кездесіп сұхбат құрған зерттеуші Бекарыстан Мырзабай ағамыз. Қош келдіңіз аға. Рахмет. Аға, енді мынау Әлім Алматпен алғаш таныстығыңыздан бастайықшы әңгімемізді. Алғаш жүздесулеріңіз, менің білуімше, ол кісі 1992 жылы алғаш рет құрылтайға келді ғой. Сол кезден басталған бе сіздердің кездесулеріңіз? Одан сәл бұрын 86 жылы маусымда бұл кісінің ағасыменен Ырғыз жерінде кездесіп, Ғалымжан деген бауырының Истанбулда тұратынын естідім. Сіз сонда Файзолла ағадан естідіңіз, е? Әуелі бұл кісінің атын, есімін, сондай адамның бар екендігін туған ағасынан естідім. Қалай жеткіздіңіз? Ол кезде мен енді 78 жылдан бастап Қазпейдің тарих факультетінде оқи жүріп, Ырғыз аудандық музейінің алғашқы экспонаттарын жинай бастадым. Тізілімімізде қазақ тұңғыш кинооператорларының бірі Файзолла Әбсәлямов болды. Сосын Алматыға жолығып бірнеше қарайтары сөйлестік, бірақ ол кісі ылғи маған күдікпен қарап отырады. Ішін ашпайды әңгімені. Оған дейін бірнеше адамдармен сөйлескесін, мынау кісінің ішінде бірдеңе бар ау деп ойлап жүретін. Сөйтіп жүргенде 85 жылы мен Ырғыз аудандық музейінің меңгерушісі болып тағайындалып, көп ұзамай мен май айында келдім. Ол кісі сол тамыз айында ма 75 жасқа толып, қасында КГБ-ның бұрынғы сотруднигі, подполковник Жолбосын Шайхақов бар, екеуі келді. Сонан соң мен сол кісілердің қасына қосып қойды. Әуелі музейді таныстырдым. Темірбек жүрген түгір көп мақтады. Бұл кісі біздің нағашымыз ғой деді. 25 шақырым жерде бұл кісілердің бабасы Алмат Сардардың 7 күмбезді мавзолейі бар, құлап атқан. Сол мавзолейге барып шыққаннан кейін көзіне жас алып тұрып айтты. Бүкіл әулет осы жерде жатсын деп бабамыз салдырған, үлкен баласы Самұратқа. Самұраттан кейінгі Төлемұраттың баласы Әбсәлем, Әбсәлемнен 2 ұлмыз. Өкінішке орай менің бауырым елге келе алмай алыста Истанбулда жүр деді. Сосын енді ана кісі де маған қарады, соны айтуға болмай ма? Сіз ылғи Алматыда бір нәрсені айтпай жүредіңіз деп. Мен саған сенбей жүредім, салпаң лақ тыңшыма деп. Қасымда КГБ-ның подполковнигі отыр ғой, енді айтайын деді. Сосын айтты, Әлім Алматтың сыртта жүргенін, бірақ Парижде Мұстафа Шоқайдың үйде тұрғанын айтқан жоқ. Неге? Ол кезде айтуға болмайтын болған шығар. Бұл 86 жылдың тамыз айы, желтоқсаннан сәл бұрын. 69 жыл барғанын айтты, қауышқанын айтты. Тұтқынға түсіп кеткенін айтты. Сосын енді ары қарай мен де көп қазбалап сұрамадым. Ал сіздің бұл Әлім Алмат тақырыбына негізгі қызығушылығыңыз қай кезде басталды?
тікелей қызығушылығым 92 жылы маусым айында қазақтың тұңғыш ұлттық құрылтайына баласы мен келінін қалдырып, жұбайыменен Ырғыз жеріне келді. Сосын бірнеше күн інісінің үйінде жатты, Рахима хановтың. Барып сәлем бердік. Ойбай, Стамбулда тұрады, Түркияда тұрады екен. Бұрын елге кетіп қалып келмеген екен дегенді естіп. Сосын музейге шақырдым. Інісін ертіп музейге келді. Аралап 8 зал еді. Сол 4-ші зал кеңестік кезең. Кеңестік кезеңге кіре берісте Жангелдин тұр. Құлымбетов, Жүргенов, Телжан Мамыров, Телжан Шонанұлы, ағайынды Тұңғашенді, ағайынды Сарбатыровтар, ағайынды Құлыбековтер, барлық халық жау болып атылғандар, сотталғандар. Оны Мардан ағамыз айтатын, Қазақстандағы тұңғыш халық жауларының музейін аштым деп. Әзілдеп. Бұл музей 84 жылы Октябрь социалистік революциясының құрылған күні 7 қарашада 1984 жылы официально ашылды. Менің көрермендерім білет. Біздің студияда қонақта Роман Рахиұлы болып, сұхбат беріп, Әлім Алмат атамыз жайында толық ақпаратты беріп кеткен болатын. Дегенмен сіздің көзқарасыңыз бөлек. Әлім Алмат тағдырын зерттеушілердің бірісіз сіз. Роман ағамыз дегенмен туыс ретінде айтады. 14 жасар бала, жаяу кеткен бала, 75 жасқа толып елге топырақты басып тұр. Соны айтса көзі жасалады екен деп, енді шағын не ғой, аудан орталығы, сол әңгімелер құлағыма шалынды. Жүздескенге дейін. Сосын басқа неден айырмашылығы ол кісі реплика тастап, шыдай алмай кірісіп кетіп тұрды. Экскурсия барысында. Мысалы, бірінші зал тас дәуірі, Ырғыздан табылған индракатерий, көне дәуірі, екінші дәуір этнография. Оның сұрады, мынау үйдің қабырғасы керегесі кімдікі, уығы, мына қазіргі заманғы уық қой, неге өзгеше деп. Сосын келесі залға келгенде Жангелдинді көріп мелшиіп тұрды. Тұрып, жарықтық деп сөйледі. Жарықтық деп, бірден айтамай деп, тым-тұрсы деп, ішін айтқан жоқ. Ол жарықтық положительный ме, отрицательный ме? Ол уақытта Жангелдин әулие енді әлі. 92 жыл ғой. Әулие қазіргідей ол туралы жағымсыз пікірлер айтылмаған кез. Содан келіп Құлымбетовті көріп, бұл кісінің ауласында талай қыздары Ақтөре, Кәбира мен кішкентай Орынша дейтін қызы болды. Бостан дейтін баласы болды. Домбыра тартып, ән салып беріп едім деді. Бұл қазақтың ақсақалы болған, Қазақстанды басқарған адам ғой деді. Сосын Жүргеновке келген уақытта сурет сипалап жылап тұр. Ана сипайтта жылайды. Сосын сөз тоқтатып тұрдым мен. Бұл кісі бір жақсы көректі адам екен ғой деп. Сосын Рахи, біздің нағашымыз ғой, білесің ғой деді. Білем ғой. Қараның ауылының қызын Төремұраттан атам алған ғой деді. Сен білесің ба, әкем 20-ші жыл қайтыс болды, онда мен 3 жас дедім. Содан кейін атам үнемі китте кезінде мені Қарағоғада жетектеп жүрді. Бір күні нағашым Қараның ауылына барамыз деп атпен шықтық дейді ауылдан. Бірнеше күн жүрдік, сосын бір уақытта үйрете бастады дейді. Ертең Қараның ауылына барғанда ол нағашың кім деп сұрайды. Сонда тай беретін нағашым Қара, қалам, кітап беретін нағашым Темірші деп айтты деп. Ауылда Темірбекті Темірші деп атайды екен бала кезінде. Соны жаңа жаттап алдым. Қайталатады, нағашың кім деп сұрайды. Тай беретін нағашым Қара. Сосын қалам беретін, кітап білім беретін нағашым Темірбек деп айтып бардым дейді. Сосын барғандан кейін Қараның ауылы қонағасын беріп, кешке жаңағы сұрады дейді ана кісі, Қара. Дәу қара кісі екен, еңгезердей қарынды. Бұл 6-7 жас болғанда 23-ші жылдар болу керек. Әлі қазақтың жайлауға қыстауға көшіп жүрген, байларды әлі кәмпескелемеген кез. Сосын тай беретін нағашым Қара, қалам беретін шапшаңдатып айтып атып, білім беретін нағашым Темірбекті. Ай, әкел, келтір тайды, келтір.
анау Жорғатай бар ғой, Шұбартай. Сол Шұбар Жорғатайды әкел деп айтты. Мына балаға мінгізіңдер. Ойбай, маған жиын екен ғой бұл деп. Сонымен жаңа Төремұрат атамның арқасында таймырып қайттым. Ауылға келгенше Жорғатайды жүперіп алам. Өзім кішкентай баламын. Анамды үйретіп қойған сияқты кәдімгі неден қолымнан тайға шыққан. Соныменен елге келдік. Соны есіме түсіп айтып атырғаным ғой деді. Енді анандай байланысым бар екенін бұрын білмеймін, жүрген туралы біраз нәрседен білемін деп ойлайды адам. Сосын жағалап қаратты. Мынау тел жаман мұрындық қой, Монғолиядан түйе келді ғой деді. Ана ауылдағы Алашорданың өкілі болған Бөкейхановтың қасында жүргенін айтқан жоқ. Монғолиядан түйе сатып әкелді ғой. Халыққа қызмет етті ғой бұлар деді. Мынау Телжан ағам ғой. Бұл да ғалым адам, Алматыда талай көрдім ғой деп тұрған экспонаттағы тұлғалардың бәрін айтып жатыр. Сонда сіз білмейтін бір тың ақпараттар айтып тұр ғой? Жоқ, ол музейге келген адам тек таныстыру тыңдайды ғой. Иә. А мынау адам менің алдыма түсіп, кім екенін айтып, реплика беріпті. Каждый адамға. Мынау білімді адам ғой. Стамбулда жатып, 60 жыл ауылға келмеген адам бұның бәрін қайдан біледі. Сонымен неге өттік? Келесі Ұлы Отан соғысы залына өткенде, мынау мұрны Тампикен Өтебай ғой деді. Жазушы Өтебай Қанақи. Мұрны кішкентай кісі енді, әскери киінген, соғысқа қатысқан. Бұлар біз Ырғызда ашығып жүргенде бұлар детдомда болды ғой деді. Мынау Шалтақбаевты танып тұрмын деді. КГБ-нің полковник, соғысқа қатысқан Шалтақбаев Жұмахмет деген кісі. Менен бұрын аналарды айтып тұр. Маған ол бір ерекше қызық жағдай болды. Сосын бұлар да менің нағашым ғой. Ай, балам, сен білесің бе? Мен атақты Тоқа Сәтбай Ақсақал тауып болсын басқарған. Соның әкесінің орнына болыс болған баласы Сауданың қызы Қанымшадан туам. Туған нағашым Тоқалар, Сәтбайлар, ал ұлы нағашым Темірбек Жүргеновтың әкесі Қараның ауылы деді. Екеуінің де мен жиен есебінде, жиен жар есебінде тәрбиесін, рахатын көрген адамын. Сонымен аралап болдық. Сонымен кішкентай кабинетім бар, 2 адам сияды, 3 адам түрегеп тұрады. Сонда отырып әңгімені бастады. Мен сен балаға бір әңгіме айтайын деді. Сендер Мұстапа Шоқай десе қорқасыңдар дегенде жаңа Рақи ағам. Ғалеке қош, Мұстапаңды қош, айтпа керек жоқ. Қабылдамайды бе, қош, ол дейтін айтылмайды деп далаға қашып шығып кетті. Терезенің алдында жүріп қайтып келді. Мына кісі айтты. Әне сендерде солай ұғым қалыптасқан. Мұстапа Шоқай бұл бүкіл Түркістан халқының көсемі. Соны түсінулерің керек деді. Ол Түркістан халықтарының бостандығын, тәуелсіздігін аңсаған адам. Мен тағдырдың айдауымен Мария Шоқай анама бала болдым. 47 жылы хат жазып. Сол кісі менің санама құйды. Мұстапа Шоқай армандап кетті. Түркістан түбі тәуелсіздік алады деді. Әуелі оның болжамы Ұлы Отан соғысы деп атайсыңдар сендер. Кеңес армиясы мен неміс фашистері соғысқанда, неміс фашистері түбінде жеңіледі деген болжамды айтты. Мұстапаның ол болжамы айқын орындалды. Енді Мұстапаның келесі болжамы Түркістан ел тәуелсіздік алады деді. Міне сендер тәуелсіздік алып жатсыңдар. Анау сөз тәуелсіздік алғанымызға 2 жыл болған, жыл жарым. Маған қатты әсер етті. Ондай пікір келген музейге келген адам айта бермейді. Айтса да мына кісі қыстап айтпайды. Кәдімгі адам түсінетін еғыл, міне Мұстапаның 2 болжамы орындалды. Мұстапаның бүкіл мұрасы бар. Саған айтсам бекен, айтпасам бекен. Жаңа ана кісі қайта-қайта інісіге кеттік дейді. Жоқ, бара бер өзің дейді. Мен мына бала маған ұнап тұр, мен осыған анамның аманатын айтып кетуім керек. Онда бастан бастап айтыңыз дедім. Сосын шолып қысқаша өмірбаянын айтты. Елден жаяу кеттік. Жаяу кеткенде 14 жаста едім, 31 жылы. Өйткені біздің әулетке Совет үкіметі қырын қарай бастап, Рақи ініміз детдомға түсіп кетті. Осы оркестрдегі 70 адамның біреуі домбыраш Абыл ағам халық жауға батып кетті.
Ал оған дейін де болыстың тұқымы деп бізді комсомолға пионерге бір кіргізеді, бір шығарады. Сосын шешем алдыра кеттік деді. Ақылдасатын ешкім жоқ. Үлкен аталарымыз, ағаларымыздың бәрі дүниеден озған. Болмаса жан жаққа кетіп қалған. Соныменен жүгімізді өгіз арбаға салып, жаяу Ырғыздан шықтық жаз айында. Шалқарға барғанша 3-4 күн жүрдік. Жолдың екі жағы аштан өліп атқан адам, болмаса жаңағы аштықтан қалжырап атқан адам, шұбырған адам, қорқа әйтеуір Шалқарға жетті. Шалқарға барғаннан кейін шешем қайратты, жігерлі адам еді, айғайдасы беріп пойызға да іліктік дейді. Пойызға ілігу қиын болды дейді. Сонымен Ташкентке бардық. Ташкенттен 2 күн іздеп Темірбектің тұратын үйін тауып алдық. Өйткені Темірбектің менің әкемнің нағашысы еді. Оны шешем білетін еді. Сөйтіп сол Темірбектің үйіне кірдік. Кіргеннен тең, Ақжеңше, келдің ба? Я, қалай келдің, не қылдың деп атыр. Сосын жеттім ғой, шырағым, жеттім ғой. Әкелері өлді, атам да кетіп қалды. Енді мына 2 баланы саған жеткіздім мінеки. Енді өзіңе аманат деп ажырап атыр дейді. Кездескенде. Сосын шай ішіп отырып, Темірбек күлдірген әңгімелер айтып, ағам Файзолладан сұрады дейді. Файзолла, сен қандай оқуды жақсы көресің? Мен Ырғыздағы мектепте математиканы жақсы көрдім. Сосын тағы нені жақсы көресің? Мына баяғы біздің үйге бір топ адам барған, оның ішінде сіз де болған шығарсыз. Сонда Жангелдинді жаулар Құлымбетов екеуін ұстайым деп келгенде, асығып фотоаппаратын біздің үйде ұмыт қалдырған. Сол фотоаппаратты түсіруін де, шығаруын да білмеймін, бірақ осыны қызық көрем деп айтты. Ананың мойнына іліп алған. Ол жағдайды кейін дәл айтты. Анамның айтып берген деп. 19-шы жылы Әліби Жангелдин 18-дің ноябрінде Мәскеуден қару әкелді, Ленин тапсырмасымен. Ол қаруды Маңғыстау түбегі арқылы Шалқарға жеткізіп, Ақтөбе майданы күшейіп, Ақтөбедегі Совет үкіметінің большевиктердің жеңуіне зор үлес қосты. Содан кейін Жангелдин Ырғызда 31-ші қаңтар күні ауыл-ауылға хат жазады. Оны архивтен тауып алдық, кейін музейге қойдық. Ол хат 3 адамға арналған. Мақымұрат Алматұлы. Алматтың 5 баласының үлкені Самұрат, екіншісі Төлемұрат, үшіншісі Қосмұрат, төртіншісі Мақымұрат. Сосын тағы бір ұлы бар, 5-еу. Сол Мақымұратты Мақан деп кеткен. Мынау Роман Рахиевтің Мақанов болып жүргені бұлардың солай. Роман ағамыздың атасы. Сол Мақымұрат Алматұлы, Саудабек Сәтбайұлы, туған нағашысы кімнің? Әлім Алматтың, Ғалымжанның. Шешесі Қанымжанның әкесі, Саудабек Сәтбайұлы деген. Үшінші Тұрмұхамбет Қисықұлы. Үшеуі 4 жөмекейдің 3 тайпасының болысы болған адамдар. Тұрмұхамбет Қисықовтың баласы Ырғыздағы классиді бітіріп, Қазанның юридический факультетін бітірген. 20-шы жылдары Ырғызға келіп, Құлымбетов Жүргеновпен бірге жұмыс істеп, 22-ші жылы өкпе ауруынан қайтыс болады. Парижден табылған дерек бойынша Көшімбес Мағамбет Мұстафа Шоқаймен байланысы болған. Мұстафаның құжаттарының ішінен Исағали Қисықовтың да аты жөні шығып тұр бүгінгі таңда. Міне сондай ұруды басқарған адамдарға Әліби 19-шы жылы хат жазып отыр. Тез Ырғызға жиналыңыздар, елдің жайын ойласатын кезең келді деп. Ал 3 болыстың 2-еуінің Әлім Алматтың біреуі нағашысы, біреуі өзінің атасы тікелей қатысы бар. Сол жиыннан кейін Құлымбетов пен Жүргеновті Әліби кеңес үкіметін насихаттауға Амангөл, Кенжеғара, Ақсақал тауып болысына жібереді. Сөйтіп жүргенде 19-шы жылы жазғы тұры болу керек. Бұлар Ғалымжанның әкесі Әбсәлемнің үйінде қонақ болып отырғанда хабаршы жетеді. Бір топ мылтық шошайып адамдар келіп жатыр. Осында жаңағы большевиктер бар, солар ұстап жоямыз деп келе жатыр. Сонымен тобыр бұлар қозғалған уақытта
ана аттар уже шауып ауылға кіреді. Сосын кірген кезде жаңағы Әбсәлемнің тапқан тәсілі үйдегі жаман киімді үстеліне кигізіп, қолына қамшыны алып ұрып жүр дейді. Күн кешкіріп барады, амыртысып. Кім тұрып жүр? Жаңағы үшеуін, Әліби, Ұзақбай, Темірбек, атаңелеттер азғантай қойды бақпай, не бітіріп жүрсіңдер, дұрыстап бақпай. Таппай келмеңдер, қойды тауып келіңдер деп, үшеуіне жаман киімді кигізіп, аттарына мінгізіп қашырып жібереді. Аналар оларды қойшы деп ойлайды да, егер Әліби екенін білсе, олар аямайды, өлтіруі мүмкін. Осындай асығыста Әлібидің фотоаппараты Әбсәлемнің үйінде, Ғалымжанның әкесінің үйінде қалып қояды. Оны жаңағы Қанымша шешесі жаман көрпені жауып үлгереді. Ол енді кейін кетерде қағаз беріп кетеді. Әбсәлем Төремұратовқа. Кеңес үкіметінің аса сенімді адамы. Тиіспесін ешкім деп. Справка беріп кетеді. Бірақ ол кісі 23-ші жылы өледі, бір жылдан кейін қағаз Қанымшаның қолында қалады. Енді Қанымша екі баласын ертіп бара жатқанда өздері өлімнен құтқарып қалған Темірбек, Ұзақбай, Әлібиді іздеп барады ғой, Ташкент айналып барып жолығып тұр ғой. Анау Әлекеңді жарықтық деп үндемей қалған сол екен, кейінгі ұққаным. Музейге келген. Байланысы бар, музейде Әлібиді суретін көрген. Кейін үшеуінің де маған қамқорлығы болды деді. Үшеуінің де менің тірі жүруіме, менің осындай білім алуыма ықпалы болды деп. Ташкенттен Алматыға келеді. Жүргенттің арқасында Ахмет Жұбановқа тапсырып, скрипканы жалғастырып оқиды. Скрипканы бітірместен 37 жылдың аласапыраны келеді. Құлымбетов Жүргенті 37 жылы тамыз айының басында ұстап қамайды. Сол кезде жалпы жиналыс болады. Жалпы жиналыста бұны комсомолдан шығарып, музыка училищесіне шығарып жібереді оқудан. Не үшін? Бұл халық жауы Жүргенттің туысқаны. Соның ықпалындағы тәрбиесіндегі адамды. Ағасын да солай. Сонымен жүріп, бір күні шешесі айтады, жүріп кеттік дейді. Екі баласын алып Әліби Жангелдинге барады. Әлекеңнің жағдайды айтады. Ал бізді құтқар, мына екі баланы құтқар дейді. Мен көресіңді көрермін. Сосын ол кісі ойланып отырып, Рашидовқа звондап, қорғаныс министрі Мәскеудегі үйінен звондады дейді. Мына Ғалымжан Әбсәлем армияға жіберіңіз, өтініш сізден деп. Сөйтіп, 1-2 күннің ішінде военкоматқа тіркеліп, 38 жылы күзде бұл кісі, 39 жылы, 38-де уже бәрі атылып, қамалып, қымғиғаш болып жатыр. Бұл армияға кетеді да, ағасы Файзолланы жолдама алып, бұны да Жангелдин істейді. Кеше қате айтып атанан жерде ғалымдар. Құлымбетов құтқарған екен. Құлымбет өзі атылып кетті, 38 жыл қайдан құтқарады. Міне, Темірбек Жүргенде 38 жыл атылып кетті. Бәрі бір күнде атылады. 38 жыл. Ал Жангелдин тірі. Өйткені Жангелдиннің кеңес үкіметіне үлкен қызметі бар. Ол туралы қазір әртүрлі болжамдар айтылады, құпия құжаттар әлі жарияланған жоқ. Болуы мүмкін. Ал Әлекеңнің сол беделін мына жерде өзін құтқарған пенделерге ол да алдына келгесін жақсылық жасап тұрғанша. Мына кісінің Қанымшаның ақылдың арқасында. Сөйтіп, Файзолланы Мәскеудегі кинооператорлар оқуына жібереді. Бұл кісі Қарсақбаевпен бірге сол оқуды бітіріп шығады. Біраз ақпарат айттыңыз аға негізі. Енді сонда ананы айтып отырып, айналайын саған аманат деді. НКВД біліп қалмасын, маған Мария анамның аманаты бар еді. Не аманат деп, Стамбулдағы менің үйімде Мұстафа Шоқайдың тұтынған заттары бар. Ең қадірлісі машинка деп ойлаймын. Өйткені ол кісі бірыңғай қаламсаппен жазбаған, көп ойларын машинкаға тура түсіріп отырған. Сол машинканы кішкентай портативный дейміз ғой. Сондай шағын машинка деді, әлі көрген жоқпын, мұнда музейде тұр дейді, осы Астанада. Сіз әлі көрмедіңіз бе? Көрген жоқпын. Сол машинканы сосын қаламсабын, сиясауытын, жас түркістан журналының кейбір нөмірлерін Польшада шығып тұрған. Сосын бір мөрлері болды деді. Сосын Мария анамның маған жазған хаттары бар. Соны елге жеткізу керек.
Бірақ НКВД біліп қалмасын дейді қайта. НКВД білсе, жойып жібереді, біліп қалмасын. Әлім Алмат атамыздың өз аузынан Мұстафа Шоқайдың артынан қалған аманаты туралы, Мария анамыздың айтқан аманаты туралы тұңғыш естіп отырған сіз болып тұрсыз ғой? Мүмкін солай шығар енді. Үйіндегілерге айтқан шығар жаңа музейге келгенше. Сосын айтқаны, НКВД біліп қалмасын, бір ес білген азаматтарға осыны хабарла деді. Ол аманат бойынша жұмыс жасап көрдіңіз ба? Иә, айтайын деп отырмын соны. Сонымен енді анау әңгімені естідім, ол әңгімені 6 сағат бойы айтты. Таңертең 10-дарда келді, сол 3:30-4-те шықты ғой солар. Шай қойып, шай әкелдім арасына, қара шай. Кішкентай музей, ондай бір қонақ күтетіндей қалыптаспағанбыз әлі. Сосын Ешқайда жазып та алған жоқсыз? Жоқ, жазғанда мені тәрбиелеген адамдар репрессия құрбандарымен сөйлескенде қағаз қалам ұстама деді. Өйткені олар өмір бойы КГБ-ның, НКВД-ның бақылауында болып, сен тыңшы деп ойласа, ақпарат айтпай қалады. Толық айтылмай қалады деп. Айтпай қалады. Сондықтан не болғанда да тыңдада, оның көзінше емес, артынан қағазға түсірдім. Сонымен өзімше жаңағы неге түртіп қойдым. Мардан дейтін ағама звондадым. Мардан аға, осында, ой, Алмат Сардардың ұрпағы жеткен екен ғой, жеткен. Ол кісі біледі екен, шетелде жүрген. Ол жүрген танушы. Сосын тез Алматыға келсейші деді ол кісі. Мен жаңағы құрылтайдағылар келді, абыр-сабыр болып. Бір жақсы жері, мен ауданның басшыларына рұқсат сұрамаймын. Менің музейім, облыстық музейдің филиалы, сондықтан облыстағы Арыстан Ильясова дейді апамнан рұқсат сұрадым да Алматыға тарттым. Барып, Мардан ағайға айттым, сосын ол айтты, менде қимылдарым, бірақ не қылу керек деді. Бұны ғалымдарға айту керек деді. Өйткені мұраның ішінде тек зат емес, Мұстафа Шоқайдың бүкіл қолжазба дүниелерінің барлығын Мария анам буып түйіп, Париждің ұлттық кітапханасының қорына тапсырған. Музей, архив па дегенім жоқ, ұлттық кітапхана қоры. Анықтап айтты. Сосын тағы несі бар дегенде, Мария анама менің жазған хаттарым болу керек деді. Бірақ оның тағдырын білмеймін. Сосын сіз енді елдің хабарын қай жылы алдыңыз дегенде, маған 64-ші жылы Америкаға бардым. Америкада халықаралық жаңағы музыканттар симпозиум болды. Үлкен жиын болды. Сонда дәретханаға қарай бара жатыр едім. Абыл ағамның қасында отырған оркестрде домбыра ойнайтын адам таныдым деді. Аты жөнін айтыңыз деп, айналайын, мен адамдардың аты жөнін есіме сақтай алмаймын. Мен есімде жоқ деді. Ал енді кейін аңғарып отырсам, 2 рет жолықтым ғой еді. Одан кейін де Стамбулға 2 рет барып жолықтым. Ол кісі ешкімнің атын еш уақытта атамайды. Өйткені анау адамға зияным тиеді деп есептейді деп ойлаймын. Сондықтан неміс офицері болды. Біреу таныдым, бірақ аты жөнін есімде жоқ, ұмытып қалдым деп. Болмаса қаншама нәрсені жатқа айтып отырған адам бір адамның атын ұмытып қалуы мүмкін емес қой деп ойлаймын. Сосын анау да маған қарады, мен де оған қарадым. Сосын ол туалетке қарай кірді, мен де кірдім. Жан-жағыма қарап, ешкім жоқ екен. Тұрып, сыбырладым дейді. Менің Файзолла ағам аман ба деп. Аман деді, сәлем айт дедім де көзіме жас келіп қалды. Сол уақытта анау адам шықты да жүре берді. Сосын түсіндім дейді, бұның да жаңағы шетелге келіп, НКВД-дан қорқып бақылауда екенін. Енді топтың ішінен міндетті түрде КГБ-ның адам болады ғой, Капстранға шыққаннан кейін. Сонымен сол адам хабарлаған болу керек, сенің ініңді көрдім Америкада, тірі екен деп. Оған дейін хат хабар жоқ. Оған дейін ешкім білмеген. Ешкім хат хабар жоқ. Сосын Файзулла ағай, как кинооператор есебінде беделді адам, Қарсақбаевтың досы, Қаукен Кенжетаевпенен дос, Қаукенге айтады. Қаукен сосын Шәкенге айтып, Шәкен Айманов Қонаевқа айтып, пока рұқсат жоқ, Қонаевтың тапсырмасымен Сайын Балмұханов
сені елге шақырып келдім деп 64-ші келді дейді. Стамбулға. Стамбулда бір международный симпозиум болатын болды. Анау енді үлкен ғалым адам, дәрігер Сайын Балмұханов. Ол енді радиология, вирусология дейтін қаруларды жасауға қатысқан адам. Сайын Балмұханов, академик. Өзі Ақтөбелікі. Сосын келді, 2 күн қонақ болды. Бірақ оған көп нәрсені айта алмайды бұл кісі. Қорқады. НКВД деген сөз жаттап алған бұл кісі. НКВД-ге хабар тиіп қалады. Сосын 2 күннен кейін анау қайыққа мінген кезде дейді корабльге бері қарай. Ұмтылдым дейді, сол уақытта артымдан адамдар келіп, кіріңіз, кіріп қоштасып шығыңыз дегенде қорқып кеттім дейді. Артымдан итеріп жіберіп, кеңестерін алып кетіп сотта жіберетті. Өйткені бізде елге барғанның бәрін тұтқынға түскендерді, Байманаптың ұрпақтарын, халық жауларын Сібірге соттап жіберіп жатыр деген информация менде бар дейді ол. Қорқып кеттім. Кейін шегім, жоқ, қоштасып болдым деп айттым дейді. Сол Сайын Балмұханов 2 күн жатқанда айтты дейді, анаң 48-ші жылы қайтыс болды деп. Анамның қайтыс болған сонда естідім. Сол кезде ойыма келді дейді. 47-ші жылдан бастап мен Мария Шоқаймен хат жазысып, 48-ші жылы Мария анамның үйіне барып тұрғаным. Бір анам тауып атқанда жаңа екінші анамнан айырылғаным дейді. Енді осындай өмірбаянның нелерін, үзік-үзіктерін айтты. Бірақ ол жолы енді мен толық қамти алмадым. Түртіп қойдым да Алматыға келіп айттым. Ал енді Әбу Тәкенов дейтін ағама. Өйткені Әбу ағай маған тақырып берем, менде дайын материал бар деп жүрді. Оған дейін мен Жүргеновтен курс жұмысын алам, қорғайым деп оны сол кездегі ғылыми кеңес тарих факультетін бекітпей тастап, олардың актуальный тақырып емес Жүргеновте Леонид Ильич Брежневтің целинасынан қорғайсың деп диплом жұмыс солай бөліп кетті. Енді музейге келгеннен кейін Әбу Тәкеновтің зерттеген кезеңі азамат соғысы кезіндегі аласапырандар екен. Соның айтылмай жатқан жағы бар, Ақтөбедегі азамат соғысының тарихын тақырып қылып аласың деген. Сосын Әбу ағайға айтып ем, бірден жүр кеттік деді. Барып Көшім Бесмағамбет дейтін кісіні естейтінен бірақ көрген жоқ еді. Сол кісіні ертіп алды. Сол бетімізбен кешке қарай Кеңес Нұрпейісовтің үйіне жиналдық. Кеңес ағайды мен студент кезімнен білем. Өйткені жаңа жүрген бізде бір кездейсоқ үйіне барып, Кеңестің үйіне екенін білмеймін. Сол кісінің тәрбиелеген шешесі көмектесіп, сол заттарына барып жүргенде бірге шай ішіп таныстық. Сосын Кеңес ағай отырып программа жасады. Программа. Мынаны тез алдыру керек. Алуға Әбу мен Бекарыстан сендер баруларың керек. Бірақ рұқсат алу оңай емес. Тәуелсіздік алған менен алу капиталистік ел өсіп береді. Түркия және Кеңестер одағының бұрынғы қазіргі тәуелсіз Қазақстанның көзқарасы жақсы дегенмен де мұндай нәрселерге, соның ішінде Мұстафаның қатысты нәрсеге кедергілер көп болуы мүмкін. Ал Көшім сен қолжазбамен ғылыми жұмыспен айналыс. Анаған барам деп жүргенде, мына қолжазбаны қолға түсіру қиын болып қалар саған, кедергі болып қалар деп. Сонымен тарадық, сол жерде Көшім жетекшің болады, болашақта Мұстафа Шоқайды қорғайсың деп, жаңағы 4 адамның жиналысы менен Кеңес ағам ауызша бекітіп берді, ал кірісті. Енді ғылыми жұмыс дегеннен кейін ауылда музейге көп ешкім келе қоймайды, анда-санда бір қонақтар болмаса. Бұл жақсы болды деп ойлап тарадық. Бірақ кедергі көп болды. 94-ші жылы Қызылордада Мұстафа Шоқайды тұлғасын тану жөнінде конференция болды. Оны Әбу Тәкенов ұйымдастырды. Өйткені ол оған дейін-ақ Мария Шоқайдың күнделігін аударған. 80-ші жылдардың басында екен. Қазір есімде жоқ. Сондықтан олар бұрыннан
көшімде бұл кісілер бәрі де Мұстафа Шоқайдың тағдыры туралы басқаша көзқарас екен. Жаңағы ол сатқын, ол фашистерге берілген, ол регионды құрған дейтін пікірлерге қарсы пікірлер бар адамдар екенін аңғардым. Соныменен 96 жылы хабар алдық. Француз тілін білетін, елшілікте жұмыс жасаған Бақыт Садықова дейтін кісіге сенім білдіріліп, сол Стамбулға барып, ағамыздың үйіндегі Мұстафа Шоқайдың тұтынған мүліктерін Қазақстанға жеткізді деп. Бірақ менің білетін көп уақытқа дейін ол кісі ол әкелген мүліктерді музейге қойған неге бере қойған жоқ. Көшім ағай тереңірек айналысып жүрді. Сұрап қайта барып. Қызылордада музей ашамыз, Қызылордада Мұстафа Шоқайдың зерттеу жөніндегі орталық бар. Азаматтар бар, сол музейге тұрған дұрыс деп. Енді қазір Мұстафа атындағы мектеп лицейде тұрды естіп отырмын. Қуанышты жағдай. Былайша айтқанда, әлі Алматтың Мария Шоқайдың аманатын орындалды деп толық айтуға болады. Аға, Мұстафа Шоқайдың жазу машинкасы портативтік, 3 мөрі, қолжазбалары және өздерінің отбасылық суреттері сақталған. Қолжазбалар сақталған жері. Сақталған орны айтылған, ал қалғандарының барлығы Әлім Алматтың қолында болған. Отбасылық суреттері бар. Тағы да қаламсап болған дейді. Кейін анықталғаны, Көшім Есмағамбетов анықтағаны. Мария Шоқай мәжбүрліктен Мұстафа Шоқайдың басын қарайтамын деп өзінің 2 бөлмелі Ғалымжанмен бірге тұрған үйін сатып. Басын қарайтам деген қандай сөз, аға? Моласын салу, белгі қою. Белгі қоям деген, ескерткіш белгі қоям деп. Германияға ескерткіш белгі қоям деп, өзің Ғалымжанмен бірге тұрған 2 бөлмелі үйін Парижге сатады. Ол сатқан ақшаға жасатам деп жатқанда қымбаттап кетіп материал 400 марка жетпей қалды деген Мария Шоқайдың хаты бар. 18 хаттың ішінде Ғалымжанға жазады. Ғалымжан осылай болып тұр. Сен Түркістан құтқару одағының өкілдері бар. Түрік азаматтары, түрік ағайындар деген ба? Менің Мұстафаның жесір екенімді әлі толық мойындамай отыр ғой. Мойындаса қаржы тауып берер еді дейді. Соған қарағанда Ғалымжан қаржы сұрап талай жерге барған секілді. Мұстафаның ескерткішін жасауға 400 марка керек деп. Сосын кейін мен 2011 жылы барғанымда бір күн бір түн сөйлескенде айтты. Сол жетпей қалған ақша қалай табылды дегенде, бірнеше айлығымды жинап, жұбайыммен ақылдасып салдым дейді. Мария анамызға. Сол Мария сол қаржыны алғаннан кейін рахмет айтып жазады. Содан кейін хаттарын балам деп жазатын болды дейді. Сол күннен бастап. Былайша айтқанда енді бүкіл түркі әлемі қорқып отқанда батыл қимылдап бұл өзінің қаржысын беріп тұр ғой. Аға, мен айтайын дегенім, жаңа ақпаратты бірінші сіз естіген екенсіз алғаш рет. Сізде мүмкіндік болмады ма осы аманаттың барлығын алуға? Бізге айтып отырмын, кедергі көп болды. Қандай кедергілер болды? Тақырыпта бекітілмеді. Түркияға баруға рұқсат етілген жоқ. Көшекеңнің түсіндіргені француз тілін білетін, Францияны жақсы білетін, елшілікте істеген тәжірибелерге тапсырылды. Сол алып келеді, сол әкелді. Ағасы ақпаратты көп біледі екенсіз, бірақ мына кейінгі ақпараттарды естімеген сияқсыз толық. Бұл аманаттардың барлығы жаңағы өзіңіз атаған Астана қаласындағы нөмірі 51-ші Мұстафа Шоқай атындағы мектеп-гимназияның ішінде арнайы ашылған Мұстафа Шоқай атындағы мұражайға өткізілді. Оның барысында мен де болдым, ұрпақ ретінде. Қай жылы өткізілді? 2021 жылы мектепке Мұстафа Шоқай есімі берілді. Сол берілген жылы сол мектептің бұрынғы директоры Күнімхан апай бар, және сол кезеңде директор болған Данара Жомартова Мейрамбек қызы. Осы екі директордың ықпалымен музей ашылды. Мен тек қызығушылығым болды. Атамның мұралары қайда қалды екен? Себебі 22 жыл бойы сіз айтқан аманаттың барлығын Бақыт Садықова өзі сақтаған. Бір кездері үйінде сақтаған, қызының айту бойынша ақылы түрде камера жалдап, жаңағы ұяшықтар дейді ғой, соған салып сақтаған екен. Өзінің жаңағы зейнет ақысы арқылы төлеп отырған екен.
жалпы хабарым бар. 20-шы жылдың бер жағында ол кісіден алынды деген. Менің айтып отырған 14-ші жыл. 12-ші жылы Мұстафа Шоқайдың 12 томдығы шыққанда Алматыда жиналдық. Оған Көшім ағай бір барғанында менен сұрады. Амангелді Айталыны білесің бе деді. Я жақсы білем. Араласып тұрам деді. Мен Амангелдіні көргенім жоқ. Бірақ Амангелдінің жазған мақалалары, теледидардан берген сұхбаттарының барлығы Мұстафа Шоқайдың ұлт тәуелсіздігі дейтін идеясымен өте сәйкес келеді. Сондықтан мен кітаптың тұсаукесерінде халықаралық дәрежеде өтеді, шетелдерден ғалымдар шақырылады. Мұстафаны зерттеген сол конференцияда бас баяндаманы Амангелді жасағанын дұрыс көріп отырмын деді. Сондықтан мен саған мына 12 томдықтың екеуін беріп, біреуін өзіңе, біреуін Амангелдіге сыйлаған. Осыны апарып бер. Сосын Амангелдіден менің өтінішімді жеткіз. Ол жасауға келісім бере ме, бермей ме деді. Мен алып келгенде Амангелді ағам қатты қуанды. Мынау мен үшін құрмет қой мынау. Мұстафа туралы баяндама. Және оны маған сенім артып бас баяндама деп отырса, мен бастатпаймын да. Сөйтіп бас баяндама жасалды. Сол дастархан басындағы әңгімеде осы мұралар әңгіме болды. Көшегің, баяғыда 92-ші жылдан бері не қылдың? Сен білесің бе оның тағдырын деді. Өйткені ол кісі маған ақыл айтты. Бақыт Садықова ешкімге барма деді, білдіріп аласың бірден. Барып қажет жоқ, біз өзіміз сөйлесеміз деп. Бірақ олар сөйлескен мен сұраймын, не болды? Бермей жатыр. Пока берілмей жатыр. Сосын Раман ағамыз жұмсадық. Олар да жаңа шеше алмай жатырмыз деді. Оны сатып алу керек шығар деді. Ол кісіге үй сыйлау керек шығар дейтін әңгімелер болды. Енді оның берілгені дұрыс болған. Сонан соң мен кейін 11-ші жылы барып келгенден кейін Көшім ағайға айттым барлық ақпаратты. Менен бәрін неге жазып алды диктофонға. Мен қағазға жазуға жоқпын. Ойым шашырап кетеді. Қағазды алсам, айтып отырған нәрсенің бәрін игеріп анаған бере алмай қалам. Соны диктофонға жазып алды. Сонан соң екінші тұтқын кешегі айтқан арманда кеткен Ахметбек Нұрманов. Соның дерегін жазып алды. Болашақта Мұстафа туралы кітаптарға кіргіземіз деп. Үшінші, Ақтөбелік әкелі балалы көп жасарыптарды іздеді. Париждегі қолжазбаның ішінен 31-ші жылы Ақтөбеден Ескендір көп жасарып деген азамат қат жазған Мұстафаға. Мұстафаға қазақ халқы қынадай қырылып жатыр, не амал бар деп. Қысқаша хаттың мазмұны солай деп айтты. Соның кім деп іздедік, таптық. Табын руынан белгілі адам, әкесі де өзі Алашордада болған, өзі Қазанның университетін тастап кетемеген Ескендір. Мұстафа Шоқайға көмекші болған адам екен. Қоқан автономиясы деп жүрміз ғой. Сол кезеңдерде Мұстафаға көмекші болған, бірақ талқандаған кезде қашып елге қарай кеткен 18-ші жылы. Сол уақытта осы әңгіме болды. Ай шіркін, музейге мынаның бәрін қойсақ, сен енді жолың түсіп баратын болсаң, Әлмалматтан қолхат алды ма, алмады ма, Бақыт Садықовадан. Қолхатты алса, сол қолхатта келді. Алып кеткені жөніндегі қағазбен сұрақ көрейік заң жолымен. Болмаса, қағаз жазып берсін. 96 жылы мынандай күні менің үйімнен мынандай заттарды алып кетіп, офис жасап берсін. Сосын сұрап едім, ол кісі бас тартты. Мен ешкімнің үстінен қағаз жазбайым деді, қағаз бермеймін. Алланың бұйрығы болған күні аларсыңдар. Не болғандыра мен анамның аманатын орындадым. Мұстафаның тұтынған мүлкі Қазақстанның, тәуелсіз Түркістанның территориясына кірді дейді. Қазақстан демейді өксі. Түркістан деп сөйлейді. Өйткені Мария Шоқай үнемі солай бұның миына сіңірген, бұл Мұстафаны көрген жоқпын дейді. Бірақ Мұстафаның идеясын анамның айтуынан оғып қалдым деп ойлаймын. Идеясы Түркістанның тәуелсіздігі. Тәуелсіз Түркістанның территориясына жеткіздім, енді арғарай өздерің шешіңдер, менен қағаз сұрамады. Сонымен әңгіме аяқталды. Видеоны қосайын десең шошып кетеді.
Жоқ, керек жоқ. Камераға жазып алайын деймін мұғалім. Тек былай домбыра тартып отырғанын, шай ішіп отырғанын жаздырды. Ол запись менде бар. Камераға түсіруге рұқсат бермеді. Аға, мен осымен екінші рет байқадым. Сіз Әлім Алмат және Мария Шоқай туралы айтылған кезде қайта-қайта көзіңізге жас келгендей сезімде, әлде маған солай әсер етіп отыр ма? Енді мен Сізге осы сәт қатты әсер ететін репрессия құрбандарын азы көп түзедім 78 жылдан бастап. Дәме шешеме 10 жыл бала болдым. Олардың лагердегі көрген қорлығы, сосын мына кісінің ел таңысау. Ең соңғы барғанда ғана мен қазақтың үнін сағынамайды. Сізбен Әлім Алматтың тұлғасында бір ұқсастық бар сияқтыға. Өзіңіз қалай ойлайсыз? Елдегі туысқандарыңыздың жағдайы жақсы, қаржылық мүмкіндігі бар. Сізден Ақтөбеден де, Алматыдан да болмаса, Ырғыздан да үй салып бере алады. Үй алып бере алады. Мен де көңілім босатып кетсіз аға. Оған себеп болған бір қазақтың сөзі болды. Бірінші барып, енді 24 сағат бүгін таңертең бардым, ертеңіне түске таман кеттім ғой. 4 бөлме үйде отыр. Есік алдына шығарып салып, елге сәлем айт деп қалды. Сосын қазақтар қайда бар деп едім. Зейденбург дейтін аймақ бар. Мынандай, оларда метро жердің бетімен жүреді екен, шапшаң, рельспен. Соған отырсаң, Зейденбургке барсаң, қазақтың мешіті бар деді. Қазір оразаның уақыты, сол мешітке барсаң, біраз қазақты көресің. Менімен араласқан адамдардың бәрі дүниеден озып кетті. Мен енді 90-ға жасым келіп отыр. Менің қатарым жоқ о жерде. Бұрын олармен араласатын едім. Тағы кіммен араласатын едің десең, айтпайды. Тек қана жұбайының әкесі болу керек, Исқақиды айтады. Стамбулдан Мария... Татар елінің қоғам қайраткері ғой. Иә, қоғам қайраткері. Сол кісі мен бір сөйлем айтты. Көбіне ол кісіге сұрақ қою қиын. Үндемей түйіліп отырып қалады. Айтуға болмайтын сияқты болып отырады. Сосын басқа сұраққа кетіп қаламыз әңгімелесіп отырғанда. Сол 50-ші жылы Мария анам қайыққа билет алып беріп, сен басқа елге барма деп, неден Германиядан, Италиядан, Англиядан, консерваториядан шақыру келіпті деп анаммен ақылдастым дейді. Қайда барғаным дұрыс енді, мына мамандықты алдым, консерваторияны бітіріп деген. Сонда ол кісінің айтқан, басқа елге барсаң, сен отансыз болып қаласың. Отансыз дейтін паспортпенен саған жұмыс берілмейді, үй-жай берілмейді. Ал Түркияға барсаң, сені ол азаматтығын қабылдап, сені өзінің азаматы деп қабылдайды да паспорт береді. Шамасы Мария Шоқай өзі келіскен сияқты алдын ала. Келісіме деп айтуға, бұл кісіге сұрақ қоюға болмайды. Ондай нәрсені бәрібір айтпайды, мен түсінген. Алдын ала бір нәрсені жоспарлап келісіме деген. Түркияға барсам, үй болады, жұмыс болады, көп жеңілдік болады. Сосын қайыққа билет алып беріп, Стамбулға келдім. Біраз кісілерге жолықтым, сөйтіп ұлттық оркестрдің скрипкада ойнайтын мүшесі болып 25 жыл қызмет етіп пенсияға шықтым дейді. 50-ші жылдан 25 жыл, 75-ші жыл пенсияға шығып тұр ғой. 75-ші жылы 50-дің үстінде бола ма? Оларда музыканттарға ертерек шығаратын не бар болу керек. Біздікінде 60-63 демей. Сонымен бас аяғы неше рет кездестіңіз Әлім Алмат атамызбен? Сол 3 рет. 3 рет. 3 рет, иә. Сол кездесулер барысында Әлім Алмат атамыздың шығармашылығы туралы әңгіме айттыңыздар ма? Шығармашылығы туралы қандай шығармаларды орындайсыз, скриптіңіз қайда суретке түсіріп алайын дегенде,
жазғы үйде деді, 12-ші жылы барғанымда. Жазғы үйде деді, 11-де барғанымда, жазғы үйде деді, жазғы үйде дача болу керек. Мынау үй маған Түркия елінің, мемлекеттің берген үйі. Ол кәдімгі көп қабатты үй ма? Көп қабатты үйдің бірінші этажы, кіріп шығуға оңайлау. 4 бөлмелі үйде еді. Бөлмесін аралап көрмедім. Сіз сол үйде болдыңыз ба? Иә, сол үйде болып қонып шықтым. Сосын 12-ші жылы барғанда сол Скрипканың сұрағанымда, Скрипканы жазғы үйге қалды. Бірақ былтырғы 11-ші жылғы шатақтан кейін оны біреулер жазғы үйімді өртеп жіберді деді. Арбамда бәрі де өртеніп кетті. Арбада отырған машина. Арбамда бәрі де өртеніп кетті. Скрипканы үйге әкеп қойдым. Оны енді беріп жібере алмаймын. Скрипканы алып елге қайтыңыз дедім ғой. Туыстарыңыз мүмкіндігі бар. Бірге кетейік, қазір билет алайын деп. Сонда қайтқан мен жолда қартайған адам өліп қалсам бейнет болам ғой. Сосын Түркия елі мен қиналып келгенде маған баспана берді, жұмыс берді. Бүкіл саналы ғұмырым өтті. Өз мамандығым бойынша әлемдік дәрежеде жарыстарға қатыстым, жүлделер алдым деп. Қандай шығарма орындайсың дегенде басқа әңгімеге қарай бұрылып кетті. Неге? Айтқысы келмеді ма? Жоқ, баяғы тұтқында болып, содан 11-17 күн ауырып жатқанмын дейді, оның санын мені бақылап жүрген дәрігер айтты дейді. Сол түсім ба, өңім ба білмей, бір үлкен ақсақалды кісі ақ киіммен келіп, суға малған шөпті аузыма салды дейді. Шөптің басын танмаған кезде рахаттан әл біткендей болды. Шамалдан соң есін жинадым. Қарасам, жан-жағымда өліп атқан, аңырсып атқан адамдар. Сол кезде біреуді екі аяғынан сүйреп, екі адам есіктен сүйреп ары қарай алып бара жатыр еді. Неге табалдырыққа барған кезде ананың басы тақ-тақ етіп тигенін көрдім да ойладым дейді. Ай, бірнеше күннен соң мен ана жерден есіктен сүйреп алып кетеді ау енді, өлем-ау деп жатыр. Жоқ, олай емес, күшімді жинап, қой мына табалдырықтан әрі шығайын, не бар деп. Шынтағым тіреп, жорғалап, шығып келе жатыр едім. Ар жағында бір дәрігерлік бөлме бар екен. Өзіммен бірге тұтқынға түскен адам екен. Сол келіп, ай, молодец деп айтты дейді орыс. Сен 17 күн дегенде қайтаран тірілдің ғой. Соны әкеліп шай бет. Сосын сол адамның көмегімен әлден соған көмекші болып жұмысқа тұрады. Өлген адамдарды алып кететін кейбір нәрселерді сойып қарайды дейді ана дәрігер. Тапсырма солай шығар немістер. Сосын сөйтіп жүргенде сапқа тұрдық. Сапқа тұрғанда бір офицер келіп, ат бағатындар 3 адам алға деп айтты дейді. 3 адам шықтық дейді алға. Неміс тілін түсінесіз бе команданы дебім, біз Ташкентте де Алматыда неміс тілін қосымша оқыдық дейді. Соғысқа дейін? Иә, соғысқа дейін. Сондықтан хабарым бар неміс тілінен. Ауызекі сөйлесе алатындай түсінетін дейді. Соны алға шықтық, анау офицер келіп, бұлшықетіміз сығымдап ұстады да, менің арық, әбден жүдеген тарайған қара жігіттің ұзын бойлы. Маған жүрді, сосын мотоциклге отырғызып, үйіне алып келді. Ат қораға келгізді. 5-6 ат тұр екен, осыны бағасың деп айтты. Өгілен жерде сұрайды, ат бағу білесің бе, жағдайын білесің бе? Ер жылқын бағалам білем. Сонымен сол жерде атты бағып, жататын орным шөп жұмсақ, анау лагердегі азаптан кейін мынау бір мамықтай болды маған. Жұмақтай көрінген ғой. Жұмақтай көрінді. Үйден фрау деді, фрау жағында неміс әйел шығады. Шығады да 3 мезгіл тамақ алып шығады. Кірген бетте оң жақта босағада ит байлаулы тұрады. Әуелі итке тамақ береді. Сосын маған келіп ыдысқа құйып кетеді. Мен мына бұрышта тамақ ішемін. Ішімнен ойлаймын, ай,
ит дегенде жақсы нәрсе мынау. Мен мынандай жақсы бір жұмақтай жерге тап болдым ау деп. Сол атты сол жуып тазартып жүрмін. Сол бірер ай өткеннен кейін бір күні әлгі фрау келіп итке тамақты қойды да, жүр үйге кіріп тамақ ішейік деді. Шошып кеттім дейді. Маған болмайды ғой, мен тұтқынмын ғой. Сосын жоқ, үйдің егелері қыдырып кетті жұбайымен. Кір үйге деді. Үйге кіріп келсем, қарсы алдымда маңдайымда іскірек тұр екен. Ананы көрдім де көзімнен жас кетті дейді, барлап. Егілтегіл жылап тұрып. Сосын ана кісі келіп қолымнан тартасың ба деп айтты. Басымды изедім. Скамейканы әкеліп қойды, сол жерде отыра қалып тарттым дейді. Сонда жаңағы немене Бах, Бетховен, Моцарт, білетін музыкамның бәрін аңыратып жібердім. Сол ғана. Шығармашылық жөнінен айтқан сол ғана. Бүкіл Европаның жаңағы скрипачтар тартқан, өзім білетін шығарманың бәрін тартып отырым. Бір уақытта ана жалтақ есікке қарасам, үйдің егесі жұбайымен келіп тұр екен. Шошып кеттім де барып, тізерлеп отыра қалып, аяғына жығылдым. Кешірім өтінем, рұқсатсыз кіргенде. Кешірім өтінем деп. Енді фрау кіргізіп деп те айтқым келмейді дейді ана кісіге, зияным тиеді деп. Бұлай енді әңгімелері өте жаңағыдай тәрбиелі, гуманный адам. Ешкімге зиянын тигізбеу керек бұл адам. Бұл өзі қанша азапты көрсе де, сондай сөзді көп айтады. Зияным тимесін деген. Жаңағы қолхат жазып бер дегенде біреуге зияным тиеді, қажет жоқ. Сонымен ана кісі тұр деп айтты дейді. Орнына тұрған кезде келіп, арқамнан қақты дейді. Ты не солдат, ты музыкант деп. Ана сөзге менде көңілім жібіп, мына кісі мені бағалап тұр ғой. Кел отыр деді да, пианиноға отырып, ойнап жөнелді. Білген музыкамды қосылып мен де тарттым. Содан кейін Атқорадағы иттің қасын емес, үйге кіріп 3 мезгіл тамақ ішетін болдым. Бойым үйренді. Сосын бір күні ұсыныс жасады дейді. Сені елге қайтарамын. Қаяққа, ауылыма, Ақтөбе, өзің ауылыңа барасың. Не істеуім керек? Қай жерде машина жиналады, техника жиналады, мұнай болады, соны жарасың. Өйткені ұлы Германия тезірек жеңіске жету керек. Ұлы Германия мемлекеті жеңгеннен кейін Түркістанға да тәуелсіздік болады. Соның бір белді азаматы боласың. Еңбек сіңген құрметті адам боласың. Сосын жалындым дейді. Ал енді ол үлкен Түркістан күйреуі дейтін кітап бар дедім. Ол НКВД-ның қызметкерлерінің жазған сандырағы дейді. Оны ырғызға келгенде айтты, үйінде де соны қайталап айтты. Бос сөз Мұстапаға жабылған жала. Ал анаңыздан сұрадыңыз ба, Мұстапа Гитлерге жолыққан ба? Сондай аңыз бар. Гитлердің өзі қабылдаған. Жоқ, Гитлер қабылдамаған. Геббельсте де әйтеуір шақырып, Мұстапаны қабылдаған. Олар оған ұсыныс жасаған дейді. Мария анамның айтуынан. Ұсыныс, мына тұтқынға түскендерді Түркістан легион дейтін әскер қылып береміз, соны сен басқарасың. Қару береміз, кеңестер одағын тезірек жеңу керек. Онда менің қарсы талабым бар деп, 3 талап қойған дейді. Бірінші, түрік тектестердің бәрін босат. Екінші, тамақтандыр, киіндір, қару бер. Үшінші, Ұлы Германия менен үлкен Түркістан мемлекетінің шекарасы Орал тауы болсын. Орал тауына барғанда соғыс тоқтатсын да, арғы жағындағы үлкен Түркістан елі менен Ұлы Германия мемлекеті әскери жағынан, экономикалық жағынан, әлеуметтік жағынан тең мемлекет болып қатынас жасасын. Осы талапқа ие десеңіздер, мен орындаймын деген сөз айтқан деді. Оны мен ғалымдарға да айттым енді кезінде. Ол кісінің Мария анасынан естіп қалған әңгімесі осындай деп, енді қаншалықты рас, оны енді ғалымдар сараптайды шығар кейін. Ал оңтүстік Орал тауы дейтін ол бүкіл Сібір, бүкіл Азия, сонда Түркістанға қарау керек болып тұр ғой, Мұстапаның ойы бойынша. Анау якуттар, сақалар, шорлар, хакастар,
Бізбен түріктес бауырларымыз, башқұрттар, татарлар, бәрі оңтүстік Уралдың бергі беті ғой. Күншығыс беті. Содан кейін оны үнтін жоқ алып кеткенде Мария Шоғайға қоштасуға келген, қайтадан алып кеткеннен кейін уберіп өлтіру мүмкін деген күдікті айтты. Мен саясатпен аулақпын дейді, бірақ айтқан әңгімелері анамның аманаты деген сөздерінің барлығы терең саясаткер адам да болады. Менің өзімнің пайымдауымда. Енді сондай адамның елге келе алмайды. Анандай өзі жалғыздан жалғыз баламен келіп түркше сөйлейді дейді. Немерем түркше сөйлейді. Мынау жалдап алған грузин әйел, ол да түркше. Айналайын, мен қазақтың үнін сағынамын ғой. Пұлың болса маған телефонмен болса да сөйлесіп тұр. Сіз қанша хабарластыңыз? Одан кейін бір екі-ақ рет сөйлесіп үлгердім 12-ші жылы. Сосын жұмыста түрлі нелер болды, бұл тақырып қалды. Мұстафа Шоғайға не өткіземіз деп. Өткізе алмадық. Айталы ағамыз сол өткізгісі келіп жүрді, сөйтіп 18-ші жылы Әлім Алматтың қайтыс болғаннан кейін күзде қолға алдық. Жүрді қарсаңында деп. Бірақ оған жоғарыдан рұқсат жоқ деді. Сосын Айталы менен Қаһармандар қоғамының төрағасы Сабыр Қасымов ағам телефон арқылы хабарласып, әлем таныған тұлға Мұстафа Шоғай дейтін тақырыппен конференция ұйымдастырдық. Конференцияға кімменен соңғы жылдары байланыстырған Уахап Қара шақырылды, Күлпаш Ильясова шақырылды. Ол кезде кітабын шығардық, балам спонсор болды. Ол кітаптың атында өзгертіп алды. Айталы ағай, Әлім Алмат Қоснүкте өмірі мен өнері. Атауында саясат болмау керек. Әлім Алматтың тарихи тұлғасы, Әлім Алматтың қоғамдық саяси қызметі дегеннің бәрі жарамайды деді. Бұны өнер есебінде және қиын кезеңнен бірнеше қайтара аман шығып, өмір сүрген, ұзақ жасаған адам сен. Әлім Алмат Қоснүкте өмірі мен өнері. Сол кітап солай шықты. Ал дәл қазір Әлім Алмат тағдырын, ол кісінің тарихын зерттеу барысында кедергілер бар ма? Ельциннің жарлығын білесіз. 95-ші жылы Сталиннің бұйрығын жаза өлімменен түрме деген соны Ельцин бір бұйрығыменен жойды күшін. Тұтқындардың барлығын сатқын дейтін аттан құтқарды. Ал біздегі тұтқынға түскендер де юре сондай заң қабылданбайды. Парламент сондай бір заңды қабылдау керек секілді. Оны Сабыр ағамыз бастаған бұрынғы депутаттар қолға алды. Осы мәселені 18 жыл конференцияда айтты олар Ақтөбеде. Осыған қол жеткізу керек. Парламенттің депутаттары заңнама әзірлеу керек. Өйткені тұтқынға түскеннің барлығы ол әскери басшылық Власовтың өзі кетті. Олар кінәлі емес. Оларды онсыз да елге келгеннен кейін 10 жыл 20 жылға соттап жазасын өтеді. Енді тәуелсіз қазақ елі сондай бір заңнама қабылдап, оларды сатқын дейтін аттан құтқару керек деген пікірлер айтылды. Меніңше осы нәрсе Әлім Алматтың толыққан насихатталуына әлі кедергі жасайтын болу керек. Аға, жаңа әңгіме барысында Әлім Алматтың жалпы тәуелсіздік алғаннан кейін өзі де келді елге, өзінің туған жерінде көрді. Сіз де барып қайттыңыз бірнеше рет. Қаншама ғалымдар іздеп барып қайтып жатты ол кісіге. Тәуелсіздік алғаннан кейін өзінің айту бойынша Түркістан ғой енді, қазақ жеріне, қазақ еліне, Қазақстанға қайту мүмкіндігі болды ғой. Және мынау өткенде Роман ағамыз сұхбат берген кезде де айтылған болатын. Қонаев атамыз Әлім Алматқа келуге рұқсат берілді деген
әңгіме бар. Сол қаншалықты рас, және егер ондай ұсыныс жасалған болса, ол кісі неге елге оралмады? Енді ол кісінің 11-ші жылы барғанда айтқаны, ол кезде жеңгеміз қайтыс болған, жеңгеге қалай қосылдыңыз, қалай кездесіңіз дегенде, адам пенденің басы Алланың доғы деген. Жасым 30-дан асып кетті. Исхақи дейтін көрнекті ғалым бір күні Стамбулда сұрақ қойды дейді. Ай, ғалымжан, сен неге осы үйленбей жүрсің? Сонда ол кісіге айттым дейді. Ой, аға, мен тірі жүргеніме мыңда бір шүкір деп жүрген. Мен үйлену армандағанмен болмайтын шығар деп айттым. Сол әңгімеден кейін сол кісінің ықпалыменен үйленіп балалы болдым. Жалғыз ұлымның атын Төремұрат атам тәрбиеледі ғой деп, Төремұрат деп толық айтсам, НКВД соңына түсе деп Төре деп қойдым дейді, бөліп. Сосын кейін ол үйленіп балалы болғанда немеремнің атын Мұрат деп қойдым. Осыған риза болып жүрмін дейді. Төремұрат атамның баламменен немеремнің атына көшкенде риза болғанда. Ал енді елге қайту жөнінде меніңше сол жауабы деймін. Ол кісі әйтеуір тірі қалдым ғой, әйтеуір ұрпақ өргіздім ғой дегенге риза болып, бір жағынан Әйтекеш Толғанбаевтың тағдырын білген ол кісі, сотталып кеткенін білген. Өйткені түріктердегі Заки Валиди сияқты, Исхақи сияқты адамдармен байланыстырған ақпарат болау деп ойлаймын. Тікелей ол кісіге сұрақ қоймадым. Бірақ соңғы барғанда елге кетейік дегендегі айтқан жаңағы сөз. Мен қазақтың үнін сағынам. Рахмет ниетіңе. Бара алмаймын. Өйткені түркі елі мені қиын кезде баспана берді, жұмыс берді дегенді айтты. Бірнеше жылдан кейін туған ағасы барады. Оны маған Файзолла ағай барып қайттым, көрістім, достарын шақыртты. Соны күлдіргі қылып айтты бұл кісі. 11-ші жылы. Ағам келді дейді. Оған рұқсатты Файзекең Шәкен Айманов арқылы алған секілді. Қонайып қабылдады дегенді Файзолла ағам айтқан жоқ. Мүмкін маған айтқысы келмеді ма? Ағам келді дейді. Келгенде бір қапшық Москваның айрықша арағы дегенді арқалап келді. Сосын екі досымды жұбайыммен шақырдым. Дастарханда отырғанда біз енді Түркияның тәртібі бойынша кішкентай рөмкіменен құйып отыр едім. Бір-екі рөмкіден кейін ағам кесе әкеліп бер, Ғалымжан деп айтты. Кесені толтырып, құйдыра тартып жіберді, шамалдан соң қайталап құйды. Сосын аналардың мазасы кетті. Олай ішу түріктердің әдетінде жоқ. Кеттік деп әйелдерін алып кетіп қалды. Сосын ағам мен де дем аламын деді. Таңертең түрік достарымыз звондады дейді. Ағаң тірі ме? Кешегі арақта аман қалды ма деп. Өзі кеңес үкіметі сендерді араққа да үйреткен екен ғой деп күлді сол. Аға, енді жаңағы 1997 жылы Әбу Тәкеновтің басшылығымен іске асқан Мұстафа Шоқай ізімен деген экспедициялық топ жұмысын атқарды ғой өзінің. Иә. Осы экспедиция туралы айта кетіңізші. Енді 94-ші жылы Қызылордада туған жері деп Қорқыт Ата университетінде конференция жасаймын, келіңіз деп Әбу ағай звондады. Соны пойыздан түсіп барсам, күтіп алады дейді, адам жоқ. Әлден уақытта біреу шықты, енді қайда баратынды білмей, сені күтіп алады деп вагоныңды айт деді, вагонымды айттым болды. Содан біреу күтіп алды. Онымен бір жерге бардық. Ол жерде Әбу Тәкенов жоқ. Тағы бір жерге бардық, жоқ. Содан кейін барып, конференция тарап кетті. Біздің үйге барамыз деді. Сол үйге бардық. Сол үйге барсақ, Әбу ағай ренжіп отыр екен. Алдыра жаңа жігітке ұрысты. Сен не вокруг пальца жүрттің, Қызылорданың жартысын айналдырып жүрсің. Жаңа сөз сөйлеу керек еді бұл жігіт конференцияда. Сосын артынан айтты. Әлі кедергі көп қойды. Сондай жағдайдан кейін айтамын мен, кедергі көп болды. Сол конференцияда мен сөз сөйлей алмадым. Өйткені күтіп алушы адамдар Әбу Тәкеновке мен оңайлықпен жолықтырмады. Содан соң сол жерде проректор Мәди дейтін ақсақал болды, Қорқыт Ата университетінің. Сол екеуі
қол бастап, жаңағыдай маған әлі Алматтың хабарын жеткіздің деп, меруерт таң сатыва дейтін апамыз болды. Бәрі орта қалып, сіз сұрап отырған сұрақтарды қойды. Әлі Алматын айтты, қалай жеткізді деген. Дастархан басында. Сосын сол жерде отырып айттым. Мұстапа Шоқайдың әкесі Шоқай би, атасы Торғай Датқа туралы Ленинградтағы деректерді көшіріп әкелген адам бар осында деді. Қайда? Алмас деген. Мәди ағам, о, біздің Алмас ба деді. Иә, Алмастың қолында кітаптың фотосуреттері бар, көшіріп алған. Патша үкіметі олардың суретін салып тұрып, тіпті киімнің размеріне дейін Шоқай бидің ауылында неше ер адам бар, неше әйел адам бар, түйесі қанша, жылқысы қанша бәрін тіркеген Городеков деген разведчиктің кітабының көшірмесі бар. Иә, Городековтың кітабында көп адам. Соның ішіндегі 32 адамның суретінің біреуі Торғай Датқаның ұлы Мұстапаның әкесі Шоқай бидің суреті. Сонымен бәрін тастап Алмасты шақырдық. Алмас келіп айтты, иә. Сондай кітапты 32 адамды Сырдарияның несі дегесін түсіріп алғанмын. Баяғыда Парижден келгеннен кейін. Сосын сояқтан маған сыйға бір кітаппенен қолжазба. Ол қолжазба Түркістан Падбулат Советов дейтін Мұстапаның мақаласы екен дейді. Кейін сол үшін біраз тергеуге алындым келгесінде. Ол 85 жылдар оған дейін бірақ мына жаққа келген әбулер аударған Әбу Тәкен. Сонымен Әбекенің 94 жылдарында болған соң алдыда Мұстапа Шоқай ізі мен Мария Шоқайдың күнделігінің негізін алып экспедиция жасаймыз деді. Сол 97 жылы май айында келді. Машинамен шықтық. Музейдің директоры Арысжан апай бар. 2 ғимарат бар. 17 жылға дейін оқу орны болған. Екеуі де Ыбырайдың ықпалымен салынған. Біреу орыс қазақ училищесі, екіншісі қазақ қыздарына арналған орыс мектебі. Тарихи ғимарат болып есептеледі. Тіркеуге алынған 80 жылдары Ыбырай салдырған үшін. Ал бұл кісілер барғанда оны біреулер жартылай жекешелендіріп мейрамхана қылып жіберген. Соны барып көрдік. Соған 10 күн аялдаған. Содан кейін Атарбаға мініп Темір қаласына барған. Темір қаласы Атарбаға 2 күндік жер. Кемі. Төңкеріске дейін Темір қаласында 2 қабатты бір ақ үй болған. Бір татардың көпесі. Содан кеңес үкіметі кейін сол қаланың қалалық партия комитетінің кеңсесі қалған. Сол Темір қаласының әкімшілігінің үйі қалың қылып метрге жоқ қызылғыштан қаланған, полдары 60 сантиметрлік, 60 миллиметрлік қалың тақтайлар, есік терезелер ағаштан жасалған. Мария Шоқай соны 2-ші қабаттағы терезеден сыртқа қарағанымда толғанай сұлуға арналған алма бағы жайнап тұр деп жазады. Сол бөлмелерді мынау болуы мүмкін деп белгіледік. Темір өзеніне қараған арғы бетте толғанайдың бағы болған, өзеннің арғы бетін. Ал есік жақтағы терезелердің бәрі қаланың ішкі бөлігі. Сол ғимаратты өткен жылы ескерткіш деп таныдық. Сөйтіп, мүмкіндік болса Мұстапа Шоқайдың аялдаған орны Темір қаласының тарихын насихаттайтын сол өлкетану мұражайын айналдыру жөнінде ойымыз бар. Қазір оған ауданның облыстың басшылары келісті. Солай насихаттасақ деген ой. Сосын 3 күннен кейін ақтар басып береді. Мұстапа мен Марияның ол жерде екенін олар білмейді. Бұлар Атарбамен тағы қашып шығады. Қашып шығып, күндік жердегі имамның үйінде келдік дейді. Мария Шоқай естелігінде ешкімнің атын атамайды. Тек Халелді ғана атайды. Ойылдағы Халелді үйіне бардық. Үй ұлас екен, кешегі имамның үйіне қарағанда. Ал имамды біз хронологиялық жағынан
атақты Досжан Ишанның 5 ұлының ортаншысы Абдулла деп есептеп отырмыз. 18-ші жылдары Абдулла сол мешітке басшылық жасаған. Имамның ауылына жақындағанда мені арбадан түсіріп өзі кетті. Күн ыссы, үстімде жылы киім бар, шыбын маса шағып бара жатыр. Сағат жарымдай ма тұрдым дейді. Сосын Мұстафа Шоқай, діні бөлек адамдар бұл жерге келу үшін имамнан рұқсат алу керек. Сол үшін кешіктім деп айтты. Бірақ ғалымдар айтады, олай емес. Ол анау ауылға Марияны апаруға бола ма, болмай ма? Қауіп төніп жоқ, тұрған жоққа. Соны білуге кетті, бірақ әйеліне әзілдеп жаңағыдай айтуы мүмкін дейді Марияға. Сосын имамның үйіне келдік, мал сойылды. Маған дәмді сорпа мен жаңа етке салған нан ұнады. Соны ішіп алғаннан кейін ұйқыға жаттық. Оянсам, бет аузым жаман жыбырлап баратыр екен. Көзімді ашып алсам, бір бұзау үйге кіріп кеткен, киіз үйге бетімді жалап тұр екен. Бұзаудың тілі тікенек болады ғой, сиырдың. Сосын дыбысым шығып кетті, далаға жүгіріп шығып қорқып. Мұстафаны қайда деп сұрап едім. Мешітте жиналыс өткізіп жатыр. Мұстафа қанша қауіп төнсе де жаңағы көзін байлап алып алғанның бәрінен білесіздер ғой. Өлген орыстың паспортымен алып жүреді ғой Ақтөбеге дейін. Бәрі қарай уже ашыққа шығады. Содан кейін келесі күн имамның киіз үйі ұнаған сондай тап-таза екен. Бірақ енді бұзау кіріп кеткені маған ұнамады. Сосын Қызылқоға қарай бара алмады, ағай ауырды. Қызылқоғадағы жауғаш Черкеш Нұрмұхамбет деген кісі. Нұрман деп кеткен оның жұрт. Нұрман Ишанның үйінде 2 күн қонақ болады да. Содан кейін Марияны қасына адамдарды қосып Ақтауға қарай жібереді, Бакуге өту үшін. Бірге жүрсек қауіп болады деп үгіттейді. Ал кейін біз сол Әбу ағайдың ізіменен сұрастырғанымызда ұры тана атақты Қалел Досмұхамбеттің туысқаны Айса Соқашев айтты. Маған Керей ағам айтты. 18-ші жылы Аласапыранда Жанша ағаммен ақылдастым. Большевик жағына шығамыз ба, меньшевик жағыма, Алашордама. Ешқайдара қосылма. Жақында мен Мария Шоқайды, сосын Мұстафаны Бакуге қарай шығарып салдым. Солардан бір хабар күтеміз. Аққа да, Қызылға да, большевикке де, меньшевикке де, Алашордаға да қосылмай тұра тұр деп айтты. Соны Керей ағам бізге айтты дейді. Қалел ағам айтпақшы, ешкімге білем деп айтпаңдар, білмейм дей беріңдер. Мына кеңес үкіметінің заң зәкені сондай. Біреуден бірдеңе алсаң, қолхат беріп ал. Біреуге бірдеңе берсең де қолхат алып қал. Сәл нәрсе үшін жауапқа, сотқа тартасың. Сол ағаларымыздың ақылымен жасым 80-ден асса, өмір бойы аудандық атқару комитетінде хатшы болдым, орынбасар болдым. Бірақ ешкімге білем деп әңгіме айтқан жоқпын. Сонымен осы заманға зеттім ғой деп. Репрессияға ұшыраған жоқсыз ба деп сұрағандағы айтқан жауап. Сонан соң Нұрмұхамбет Ишанның баласы Ахметбекке жолықтық. Оны видео таспаға жаздық, ауырып жатыр екен, жасым 91 деді. Ол кісі айтты, Мұстафа менің әкемнің үйінде 2 күн қонақ болған дейді. Кейін сол үшін ол кісіні жауапқа тартқан. Осы қуғынды мен білетінем. Соғысқа барып, Ұластың армиясында тұтқынға түскеннен кейін Мұстафа Шоқайды өзім көре алмадым, бірақ радиодан дауысын естідім дейді. Дауысы керемет, шымыр, шаңқылдап шығатын дауыс екен. Жаңағы сондай қайрап сөйледен атақты сөзі ғой, енді білесіз. Сосын бір досым үгіттеді, регионға кірейік деп. Кірдік дейді. Бірақ кірерде бізге қолымызға мылтық ұстатып, ит жетектетіп, жан-жағымыздан суретке түсірді. Әлім Алматты білем деді. Музыкант, скрипач қой деді. Бірақ ана кісінің әңгімесін бұзғым келмеді камера тұрған соң. Қандай жағдайда көрдің деп.
шамасы Венада жолығуы мүмкін. Өйткені Венада бұл кісілер қойылым қояды ғой, әлім алмат. Сол легионерлер барып соны көруі мүмкін деп ойлаймын, сол кезде көруі мүмкін. Сосын айтқаны, елге қайт деген үгітке сеніп елге келдім. Келгеннен кейін бірден мені тұтқындап, сатқын деп 10 жылға Сібірге жіберді. 10 жылымды арқалап кетіп баратқанда әйеліме рұқсат бердім. Рахмет саған. Енді мені күтпей-ақ қой. Ана жақтан күттің, аман-есен елге оралдым. Енді ояқтан оралмаймын. Қалаған адамға тұрмысқа шық деп рұқсат бердім. Ол кісі үндемей қалды дейді. Бірақ мен анамды бағып қалды дейді. Мерзімді өтіп келсем, әйелім әлі анамды бағып отыр. Ой, бұл шалдардың көп. Сол сырқаттанып жатқан адам сол жаңағы әйелі жүр екен. Сол әйелінің туысқандарынан бір қызды асырап алған. Сол бағып отыр күйеу балам. Өзінде бала болмаған. Әлі бақылаудамын деді. Әкімдер, милициялар сені нағып біздің үйге жіберді. Сөйтсем олар білмей қалған. 90-шы жылдардың аяғында 2001 жылыма барды. Сол кезде әлі бақылауда екен ол адам. Ойылдан шығуға болмайды екен. Заңды түрде ма, кәдімгі ресми? Енді солай. Артынан шақырып алып басшылар, ол үйге неге барасың деп ұрысты ауданы әкімдер. Ол үйге баруға болмайды деп. Жаңағы айтып отырмыз ғой. Әлім Алматты насихаттауға кедергі барма деп. Әлім Алматпен тағдырлас адамды насихаттау енді етек алмаса, сондай жағдайда менің көзім көрген. Сосын, не арманыңыз бар деп, арманым сол сатқын дейтін, аттан құтылдың дейтін үкіметтің заңын шықты дегенде естісем, сол арманым деді. Бірақ ол арманда жете алмады. 91 жасына дүниеден озды. Ол деректерді мен ағайға, Көшім ағайға бәрін бердім, дандилар. Сол кісінің жеке архивінде болу керек, жазбаларды. Сіз сол экспедицияның соңына дейін бара алдыңыз ба? Аяқталмай ағай ауырып қайтып келдік те Шұбардан. Сосын неге келгеннен кейін реанимацияға түсті Әбу ағай. Сонымен қайтыс болып кетті. Сөйтіп аяқталмай қалды ғой? 97 жыл аяқталмай қалды. Бірақ жаңағыдай деректерді бастап кейін жалғастырдым. Ахметбекке жолықтым. Ол 97 жыл мысалы Нұрман Ишанның үйінде қонақ болды дегенді білмейтін едік. Жаңа баласы айтты. Біздің үйде 2 күн қонақ болды дегенді. Мұстафа Шоғай қанша қуғын көріп бара жатса да, жүрген жерінде үгітті айтып жүрді деп ойлаймыз. Мешіттер. Ол уақыттағы акиматта, парламентта, Дом культурада сол мешіт қойын. Соған халықты жинайды ғой. Сосын Советімен ол кісі Екатеринбургпенен Орынбормен айналып, қайтадан Қобданың үстіменен Ақтауға қарай өтеді да, тағы да Жанша Досмұхамбетов шығарып салады. 18 жыл. Аға, өте көп ақпарат айттыңыз, көп деректерді сіз арқылы қазір естіп отырмыз. Көрермендерге де осы сіздің айтқан деректеріңіз бойынша жалпы Әлім Алматтың портреті құрылады деген сенімдемін. Енді Әлім Алматтың азаматтық келбеті, адами рухани бейнесі, тұлғалық тұрғыдан танылуы жаңа басталды деп ойлаймын. Енді оның бір бөлігін біз 2018 жылы атын бұрмалап, әлем таныған Мұстафа Шоғай деп халықаралық конференцияда Уақап Қараға Мұстафа Шоғайдың рухани перзенті Әлім Алмат дейтін тақырыппен кіргіздік. Бірақ ол материалдарды жариялаған жоқпыз. Біздің архивтерімізде тұр. Содан соң Әлім Алматтың өмірі мен өнері Күлпаш Ильясованың ұзақ жылғы ізденуімен қайтадан толықтырылған монография болды. Сосын сол 18 жылы ағамыздың соңғы қоштасқан сөзі
мен қазақтың үнін сағынамын ғой деген 45 минуттық қойылым театр сахнасында Ақтантта қойылды. Көрермен жақсы қабылдады. Бірақ соны ауыл-ауылға, басқа аймақтарға көрсетуге басшыларымыз ден қоймай жүр. Енді оның себептері де бар шығар, білмеймін. Жақсы аға, енді Әлім Алмат туралы ақпаратты сізден барынша алдық деп ойлаймын, бірақ алдағы уақытта сізбен тағы да сұхбат жазатын сияқтымыз. Себебі мен көкейімде көптеген сұрақтар туындап жатыр дәл қазірдің өзінде, бірақ оны уақыттың тығыздығына байланысты үлгермейтін сияқтымыз. Енді өзіңізге ойыссақ аға, жалпы өзіңіз туралы айтсаңыз, 80 жылдары Алматыда қызмет еттіңіз өзіңіз, сол тұста да мәдениет қайраткерлері, зиялы қауым арасында ішінара болса да, осы Мұстафа Шоқай жайында, немесе Алаш зиялылар жайында, жалпы осы Алаш арыстары туралы сол кезде айтылушы ме еді? Жалпы осындай әңгіме сіздердің араларыңызда болушы ме еді сол кездері? 78 жылы жазда мен құрылыс отрядында болдым, 3 айдай. Сосын келсем, Главпочтамтта хат тұр екен әкемнен. Шейінші Темірбек Жүргеновке біздің ауылдағы мектептің аты берілді деген. Бұл енді октябрь айында мен құрылыстан келіп алдым. 1 сентябрьге Жүргеновтің мектебі ашылған. Қамыстан салған, қарапайым, совхоздың орталығындағы 120 бала оқитын мектепке аты берілген. Қаулы шыққан үкіметтің. Енді босқа жүрме, тарихты оқып жатсың, Жүргеновтен қалған ұрпақ бар ма, кім бар, соларды сұрастырып жүр деген. Сосын совет дәуірі мәдениеті туралы Әбдірахман Қайрош ағай лекция оқып тұр. Сосын семинар сабағын өткізген кезде сұрақ бар ма деді. Ағай, менде сұрақ бар дедім. Жаңа сіз Темірбек Жүргеновті мен көргенмін, жұбайы Дәмештің қолынан дәм татқанмын дедіңіз. Сіз қандай жағдайда көрдіңіз? Оны неге сұрадым деді. Менің ауылымдағы мектепке Жүргеновтің аты берілді ғой, соған музей ашқым келеді. Соған не дерек айтасыз деді. Ой, талабың оңбасына келайын. Мен Павлодардың қазағымын деді. Бәленше дейтін ағам министрлікті істейтін еді. Оқуға келіп түскеннен кейін, анау суға ауадан ылғалауға келгесін өкпем ауырды. Сосын 36 жыл жазға қарай өзінің путевкасын маған жазып, вокзалға алып барды да, жүрген жүрекін сол жерден, мынау менің інім Темке, мынаған қамқор бош, менің орныма курортқа ала кетші деп айтты дейді, орналастыр деп. Сонымен ол кісі Дәмеш апаймен екеуі арғынның қызы екен апамыз. Ол уақытта 5-6 күн жүреді, Москва айналып. Барғанша жаңағы Темірбек пен Дәмеш шай ішетін бөлме бар. 3 мезгіл, 4 мезгіл тамақ. Тоқтаған жерде қаптаған адамдар. Ой, қызық болып бардым. Олар менен сол бәлен күн болып, қайтарда бірге қайттым дейді. Сондықтан ол кісіні жақын тарттым. Кейін 18 жыл лагерден келгенден кейін Дәмеш Ермекова Жүргенованың Алматыға оралғанын естіп іздеп тауып алдым. Қазір сол хабарласып тұрам. Қазіргі уақытта ол ана Моншаның түбінде Октябрь көшесі мынандай үйде, мынандай пәтерде тұрады деді. Телефонын білмеймін деді. Ойбай аға, рахмет деп. Сосын 1-2 күн өзімізше дайындалдық. Аралдық тосып, ниятулар аман қылып қайттым деді. Барып қайтайық. Бардық. Есікті бір орыс азамат ашты. Сосын орысшамыз жеткенше айтып атымыз, мен Ақтөбенің Ырғыздан, мынау Аралдан Темірбек Жүргеновтің туысқандарымыз дедік. Өтірік айтты. Сол Дәмеш апайды іздеп келдік. Ол бұлында тұрады деп кім айтты саған? Бізді оқытқан ұстазымыз айтты. Сосын қазір деді, телефон теріп, Дәметай апа деп, бір 2 жас жігіт, молодой елеуде келіп тұр. Сіз сұрап тұр. Біреу Ақтөбенің Ырғыз ауданынан, біреу Қызылорданың Арал ауданынан. Ана кісі бірдеңе деп жатыр енді, естімейді. Студентсіңдер ме деді? Иә, Қазпейтін тарих факультетінде оқимыз. Онда телефонды бер деді. Қарғашым, менің үйімнің адресі Пролетар көшесі, 94-ші 38-ші пәтер.
1 май күні түстен күтем, келе қойыңдар деді. Бұл енді апрельдің 20-лары ма сондай кезде. Сонымен 1 май күні досыма жүр дебім, ой, ол қыздармен қыдырам деді. Жаңағы өзімнің стоматология әлемді ертіп алып бардым. Бір жағынан жаңа аудандан тапсырма бар, музей ашамыз деген. Сосын барсам, үйінде 2 қыз, 2 жігіт ба отыр екен. 3-4 адам. Жас шамасы біздер сияқты. Соны әжеміз алып, не алды? Таныстырды. Мына төңірек жүргендіктің кенженісі Бетайдың ұлдары мен қыздары өзім оқытып тәрбиелеп жатырмын. Мына жігіт армиядан келіп кеше, Келжан деген. Соған дастархан жайып қойдым, отырыңдар. 4 қабырғада 4 сурет. Терезенің алдында жүргендіктің бір портреті. Бір қабырғада қызылордалықтар сыйлады дейді, күріштен жасалған портрет. Бір қабырғада кілемше қылып тоқыған портрет. Мына 4-ші қабырғада тоже үлкен портрет жаңағы. Бетін лак жағып шығаратын болу ағашқа. Иә. Сосын темпеңнен қалған осы деді. Музейге сұрап отырсың ғой. Осының біреуін берейін деп бір әдемі түскен сурет. Бұл сурет қай жылы түсіргенде 36 жылы курортқа барып келгеннен кейін Алматыға келгесін түстік деді. Жаңағы Қайрауш ағамның айтқан белгілі ғой. Топ толыға деді. Сосын мына 68 жылы осыдан 10 жыл бұрынғы жазылған Рамазан Сүлейменовтің монографиясы. Әлипа дейтін мына қызға беріп едім. Әлипа енді сен осыны қиюшылық ет деп. Любыми племянница Әлипа деп жазған. Сол енді қазір музейдің қорында тұр. Сол кітапшаны берді. Бұл болашақ Ырғыз аудандық музейінің алғашқы экспонаты. Кітап пен портрет. Енді Жүргенттің 80 жылдығында қызық жағдай болды. Қазір оны экскурсияда үнемі айтам музейге барғандарға. Тағы да Мұхтар Қалиұлы бағыттады. Партия тарихының подвалында болады. Сендерді кіргізбеу мүмкін. Қолдарыңа жаңағы дежурный дейтін студенттік нені тағып алыңдар. Соны Ниятулла екеуміз тағып алып, тарттық барбана. Тәртіп кезекшісіміз Қазпийдің комсомол ұйымынан келдік деп. Сонымен залға кірдік. Баяндаманы Ғабит Мүсірепов жасап тұр екен. Сөзінің арасындағы ойымда қалған сөз, кейін блокнотқа түртіп алдым. Еркінбек, айналайын, сенің 2 служебный машинаң бар екен, біреуі Волга екен деді. Темкен өзі фундаментін қалап кеткен бәленбай адам сиятын оперный театр тұрғанда 150 адам әрең сиятын партия тарих институтының подвалына әкеліп бізді қамақ қойдың ғой. Темірбектің еңбегі бар еді ғой. Неге оперный театрда өткізбедің жейіндер? Атап өтуге рұқсат, бірақ өткізуге жағдай жоқ. Жағдайды қолдан қысып қойып отыр ғой. Жексенбек Еркінбекке сынайды, сонда қасымда отырған бір кісі бір-біріне Ғабең Жексенбекті сынаған болып, Мәскеуге алуын білеп атыр ғой деді. Не істеп отырсыңдар деп. Осындай тек кеңестік қызметкерлер Рысқұловтың несі өтті. Сосын жаңағы Момышұлы мен Ақжан Машановпенен Әлкей Марғұланмен кездесулер болып жүрді. Сөйтіп бізді жаңағы аудитория 78 дейтін Нұртілеу жүргізетін студенттік бағдарламаға шақырды. Оған алғашқыда 4 адам қатыстық. Кейіннен ондаған адам болды. Негізгі жетекшіміз Бораш Қакенов дейтін КазГУ-дің журналистика факультетінде оқыған жігіт болды. Біз Ниятулла екеуміз. Ниятулла қалғанын айтады, домбыра тартады, гитара тартады, баян тартады, ақындардың өлеңін оқиды. Кейін айтысқа қатысты. Сол нәрсе біздің сол кездегі Алматыдағы болып жатқан жағдайларға қызығушылығымызды оятты.
Мен әскерден келгенде Мұхтар Әуезовтің Дом музейінде Қорқыт бабаның күймұралары табылды дейтін кеш болды. Сол жерде мен Әлкей Марғұланды, Мардан Бәйділдаев ағамды бірінші көрдім. Міне осындай нәрселер айтылып келіп, бітірген бойда менен музейге ашам деп бардым, бірақ оған кедергі болды. Мен тіпті Жүргенов атындағы мектепке жолатпады. Бір фермаға жіберді, әуелі басқа ауданға жіберді. Сол есік қағып жүріп, әйтеуір ауылдағы Жүргенов атындағы мектепке 23 шақырым жердегі мектеп интернаттың тәрбиешісі болып жүрдім 1-2 жыл. Тарих сабағынан сабақ беруге болмайды. Кейін ойлаймын, соның бәрі сол кеңестік жүйенің тоталитарлық тапсырмасы ау деп. Болмаса тарихшы жоқ ауылда. Бірақ маған тарих пәнінде сабақ беруге болмайды. Аға, сіздің негізгі мамандығыңыз кім? Тарих пәнінің мұғалімі. Қайда оқыдыңыз? Қазпейдің тарих факультетін 76-да түсіп, 80-де бітіріп шықтым. Негізі сұхбаттың басында сұрағым келген, бірақ әңгімеңізді бөлгім келмеді. Себебі сіз туралы ақпаратты біз іздеп көрдік, әлеуметтік желіде көп емес. Сіз туралы ақпараттар. Желіге көп шықпаймын. Бірақ сіз өте көп ақпарат білесіз. Жалпы қазақтың тарихы туралы, Алаш тарихы жайында. Оның ішінде ешкім ескермеген, елемеген Әлім Алмат туралы тарихты сіз ғалымдардан артық біледі екенсіз. Тіпті ғалымдарға сілтеме беріп отырғанда сіз ғой, негізі ақпаратты алып келіп отырған. Музейге жұмысқа кіріскен бойдан бір түсініксіз адамдар келіп жүрді. Әуелі шындыра түсінбедім. Қай жылдары? 85-86 жылдары. Түсініксіз адамдар, орыс азаматтары, шофырмыз дейді, орыс кеден аралға кетіп баратырмыз. Осы жерде Шевченконың аялдаған жер дейді, сол туралы не ақпарат бар деп сұрады. Сосын Телжан Шонанов туралы сұрады, бұл нағылған адам қалай адам. Соны 1-2 айдан кейін бірінші хат шақырып атыр дегенге барсам, жаңағы шофырым КГБ-ның формасы менен капитан бірінші хатшыға келейін деп тұр. Сосын, здравствуйте, дорогой водитель дедім. Сездім мен органның адамы. Сөйтсем, Телжан Шонанов әлі ақталмаған екен. Ақталмаған адамды музейге қойғанбыз. Және Алашорда үкіметінің мүшесі, және қазақ жер мәселесі тарихы дейтін ғылыми монография жазып, онда Ресей империясының 1822-ден 1922 100 жылда қазақ жерін қандай айла тәсілдермен отарлаған туралы ақпараттар бар. Сондай адамды біз рұқсатсыз қоя салғанбыз ғой, портретін, кейбір кітаптарын, Байтұрсыновтың шәкірті, Байтұрсыновтың серігі оқулық жазған деп айтамыз. Ол кездегі бар ақпарат ақталмаған білмей қоя салғанбыз. Сосын кейін мақтап айналысты. Обкомның идеология секретары Слинченко келіп, құрт деді, мананы құрт, ананы құрт, Шалтақбаевты алып тастады. Неге деймін? Шалтақбаев дейтін ол отан соғысының ардагері. Енді Семейдің КГБ-сін басқарған адам, Ақтөбенің КГБ-сін басқарған адам. Детдомда өскен, нет, надо тщательно проверить сначала, о чем он думал, о чем он мечтал в декабре 86 года. 87 жыл апрельде барып отыр. Мен көп ақпарат таратпайтын, сондай кедергілердің бар екенін сезіндім, түйсіндім, кедергілерді көрдім. Сондықтан әлі күнге ақпаратты бейберекет таратудан сақтанам. Ол әдет сізде әлі күнге дейін бар ма? Бар. Оған өзімнің веский дәлелдерім бар. Қазір қайта сіздерге мынандай жағдай болғасын, көптеген ақпарат айтылып кетіп жатыр. Сізде қазір билікке, үкіметке сенім бар ма? Билік пен үкіметке үміт көп болды. Әсіресе 90 жылы, 91 жылдан бастап Есенәлиев құрған Азат қозғалысына мүше болдым. 94 жылы оппозиционер Жасарал Қуаншалинді Азат қозғалысынан парламентке өткізуге күш салдық. Соның қасында жүріп өзімде байқамай, облыстық мәслихатқа депутатқа өтіп кеттім. 300 дауыспенен. Әйтпесе менің бәсекелестерім 18 жыл обкомда ойсукам істеген Ян Тампаев дейтін кісі, академик хирург
профессор, Намаз Ізімберген. Олардан жеңім деген ой жоқ, бірақ халықтың сол кездегі тәуелсіз Қазақстанға дейтін үміті сол арқылы көбірек дауыс берді деп ойлаймын. Аналар қарағанда осы ауылдың адамы өтсін деген. Және музейді насихаттау арқылы мен барлық ауылда, фермада он қайтара болдым. Сондықтан олармен жүзбе-жүз таниды. Сосын сол кезеңде біраз кедергілерді көрдік. Кейін Патшин дейтін әкім болды. Мемлекеттік идеологияның дұрыс емес екенін, Қазақстанды еврей басқарған топтар тонап жатқандығын айтуға тырыстық. Сонда да үмітті үзбедік. Бірақ Нұрсұлтан Назарбаевтың кемшілігін Жасарал арқылы барынша айтуға тырысып келдік. Одан кейін енді жаңа Қазақстан, ескі Қазақстан үміт сөніп бара жатқан уақытта қайтадан жанады ғой. Сондықтан үміттіміз. Аға, сіз өзіңіздің осы тарихи тұлғалармен айналыстыңыз ғой, музей аштыңыз, өте көп еңбек сіңірдіңіз өз еліңізге, өз халқыңызға. Өзіңіздің жүріп өткен жолыңызды бір сөзбен қалай атар едіңіз? Бір сөзбен өлке төнішінің жазбалары дейтін бір нәрсені түсіріп жатырмын. Ол 10 жасымда әкемнің арбасына мініп, өз ауылымның аймағындағы молалар, қорымдар, тарихи орындарды көруім. Әкем менің почтальон болды. Өзі Байтұрсыновпенен кімнің жазған оқулықтарында, Телжан Шонарының бірлескен оқулықтарында баланы тәрбиелеу үшін алдыменен айтып құлағына сіңір дейді. Сосын екінші кезекте соған айтқызып үйрет дейді. Үшінші кезекте олар көзімен көрсін дейді. Ауылдағы жыра қандай, төбе қандай, шоқы қандай, мола қандай, тарихи орын бар ма, соның бәрін. Сонда ол туған ауылын жерін сүйетті, кейін елін сүйетін болады. Осы концепциядан аулақтап кетіп едік, бірақ мұны Айгүл Смақов айтады, Парижге барсам, француздар мақтанып жатыр дейді. Біз педагогикада жаңалғаш баланы әуелі айтып, содан кейін айтқызып, содан кейін көрсетіп үйретіп жатырмын. Ой, біздің алашшылар оны 100 жыл бұрын бастаған деп мақтандым деп. Соған қарай әлде де жақындау керек. Дұрыс бағыт болады деп ойлаймын. Иә, болашақта өз ниетіңізге жетуіңізге тілектеспін, аға. Осы аманат ұғымы сіз үшін нені білдіреді? Аманат деген сөзді мен де жақсы көремін, бірақ аманатқа қиянат жасауға болмайды дейтін мықты қағида бар ғой қазақта. Қиянат жасаған адам оңбай қалады. Қателік жасамауға тырысу керек аманатқа. Сондықтан Досжан Ишан аманаты дейтін бір қойылымды жаздым. Аманат партиясы, Нұр Отан Аманат партиясы аталардан бұрын. Ол шала шарпы қойылды. Мұнда Қазақстандағы діни қайраткерлер туралы. Оған маған Алмас Алматов көп дерек берді. Сыр бойы менен Құнанбай елі туралы. Меккеге барған, қонақ үй салған 7 адам. Солардың аманаты. Дін аманат, ел аманат, жер аманат. Сол діннің аманатына қиянат жасалғандықтан радикализм. Күні кеше Ақтөбе облысында бір ауданда бір әкімнен кейін өлді. Соның бәрі дұрыс нәрсе емес. Өлді ме, өлтірілді ме, оны Құдай біледі. Жер аманат. Жер жырымдалып келіп, қазіргі территориямен тұрмыз. Бірақ әлеуметтік желіні қарасаң, мына жақтан Қытай кіріп кетті, мына жақтан Ресей кіріп кетті. Бұғалай дейтін сұрақтар көп. Ел аманат. Ел өзінің баққан малы менен, сол малдың жүні мен терісіне әлі ие бола алмай жатыр. 100 жыл бұрын 1925 жылы Құлымбетовтің Микоянға, Дзержинскийге, сосын Калининге жолдаған хаты бар. Төңкеріске дейін қазақ даласындағы жүннің 8%, терінің 17% игерілді. Жартылай иленген тері Америкаға дейін жетті, олар машина техника жіберді. Жартылай тазартылған жүн Германияға дейін жетті, олар бояулар менен жүннен тоқылатын
машиналар, зингер машиналарын жіберді. Соны сол дәрежеге қайтадан жеткізу үшін бәленбай миллион қаржы керек. Сол қаржыға Ақтөбеден, Әулиеатадан, солтүстік Қазақстаннан, Семейден терилүү заводтар мен жүн егеретін фабрикалар ашамыз деген. 12 жылдан кейін атылды. Голощекин 25 жылдан 33 жылға дейін оған кедергі жасап, 8 жыл бойы үкімет басына 35 жыл келгенден кейін соны қолға алды, бастады. Қазір Атырауда жүн жуатын заводтар 15 жылдан бері істемей тұр. Сейженбаев Марғұлан 94 жылы 400 адам жұмыс істейтін тері заводын Алматы облысында ашты. Қирап металлон болып қалды. Марғұланның қайда жүргенін білесіздер. Осындайларды мысалдарды қарасақ, қазаққа әлі де ұмтылу керек. Әлі де үміттің шоғын қаттырақ үрлеу керек шығар. Жанып лаулап отқа айналдыру үшін. Ал өз атыңыздан келер ұрпаққа, жастарға қандай аманат айтар едіңіз? Аманат айтатындай дәреже емеспін, бірақ сол жаңағы өлкетанушының жазбаларында өзімнің көзім көрген, қолым ұстаған, кімнен не сұрап білдім, кімге не бердім, соны жазып, өзімнен кейінгі өлкетанушыларға оқулық сияқты болса дейді. Қандай әдістер қолдандық? Мысалы, мәліметті насихаттау үшін қандай кедергілер болды? Өзіңізге айтып отырған мәселелер бар. Сондай әр тұлға, ондай тек қана бір Ырғыз ауданының өзіне атылып кеткен 12-13 тұлға бар. Әр қайсының тағдыры, тұлғалық келбеті мәліметтен кем емес. Әр бағытта. Бұл өнер саласында болса, дәл сол сияқты қарапайым бір егінші бар. Тенақ Маңғытбай деген. Сауаты жоқ адам. Бірақ 30-31-де Темірбек пенен Тел Қызылордадан әйелі қайтыс болған Ұзақбай үшеуі командировать етеді. Барып Ырғызға бөгет сал, ол ел мал бағуды білгенмен егін егуді білмейді. 14 бөгет салады, жүздеген мыңдаған адамды тары егіп аштықтан аман алып барады. Берсейіттің тарысы. Соғыс кезінде жолға қойылған. Қазір жаңалық реформа жасаймыз, бірақ бұрынғы барымыздан айырылып қалып жатырмыз. Қазақтың қолындағы, бойындағы бар құндылықтарды қайтадан қолымызға түсіре алмай жатырмыз. Соны түсіруге аманат деп айтуға болады, соны тезірек түсірсе, кейін келер. Аға, 2 сағаттай сұхбат жасадық. Тың деректер айттыңыз, көптеген ақпараттар айттыңыз. Мына қарындасым осы сұрақты қою керек еді, жауап бере алмай қалдым деп көкейіңізде қалып кеткен сұрақтар бар ма? Уақыт болса, әлде несібе бұйырса көкшайларыңыз, дидар бұйырса тағы жолығармын сен. Мысалы, Тәмеш әженің тұлғасы айтылу керек. Оны қазір нелер қолға алды. Туған жері Қарқаралы ауданы Ақтоғай. Қызылордалықтар да қолға алып жатыр. Әйелдердің азапты өмірі, лагердегі өмірі және күрескерлігі. Сол Жүргеновтың 90 жылдарында деймін. Үлкен қызыл залдағы 300 адамдық дастарханды Ора Жандосовтың баласы Санжар Жандосов жүргізді. Ол жас тұлпардың мүшесі болған адам. Кеше Сақырып память дейтін қоғамдық ұйымды құрғанда, соның филиалы қылып, Мардан Байды Дайып екеуі әділет тарихи ағарту қоғамы құрды. Сол әділет тарихи ағарту қоғамының бір жұмысы Жүргеновті насихаттау болды да, сонда орыстар декабристердің әйелдерін төбесіне көтереді. Бірақ олар тірі күйеулеріне парад жеккен жылы ішік киіп барып, ағаштан салған үйде жылы пештің түбінде жарғыш баласы еді. Салыстырмалы түрде қазақ әйелдерін бақытты өмір сүрді. Ал біздің қазақ әйелдері атылып кеткен күйеуінің хабарын біле алмады, білгеннен кейін де үміт үзбей,
Соларды іздеумен келе жатыр. Соның біреуі және бірегейі Дәмеш Ермекова деген анықтамайды. Сондай мына ұрпаққа үлгі болатын талай әйелдер бар. Мен енді Дәмеш әжеймен, Әзия әжеймен, Дәмеш әжеймен 10 жыл, сол кісінің көршісі болған Рысқұловтың жұбайы Әзиямен бірнеше қайтара кездестім. Бізге дейін кездескендер енді жазып кетті, ана Армиялы Тасымбек, Аяған Шәжімбаев. Үлгергенше жасап кетті олар. Сондай нәрселер жалғасса. Иә, аға, сізбен сұхбат жазатын болсақ, үлкен бір фильм түсіруге жететін ақпаратты біледі екенсіз. Сондықтан Алла нәсіп етсе, тағы да алдағы уақытта сіз айтқан жаңағы көкейіңізде қалып кеткен сұрақтардың барлығына, көкейіңізде қалып кеткен жауаптар тұр ғой сізде біздің сұрақтарымызға. Соның бәрін келер ұрпаққа жеткізуді нәсіп етсін. Жақсы. Алтын уақытыңызды бөліп, осы құнды ақпараттармен бөліскеніңізге көрерменнің атынан, өз атымнан, Мұстафа Шоқай ұрпақтарының атынан алғысымды білдіремін. Рахмет. Біздің өзіміздің бағдарламамыздың дәстүрі бойынша қазақтың қарапайым ғана қыздарының қолынан шыққан осы аманат бағдарламасын бастаймын деген күннен бастап бізге қолдау білдірген өзімнің құрбыларым сізге арнайы мынадай шапан тігіп беріп жіберді. Иығыңызға жабуға рұқсат етіңіз аға. Ой, бәрекелді. Бізден естелік болсын бағдарламамыздан. Қайтарымын қалай қайтарамыз? Сіздің білгеніңіз, оны ұрпаққа жеткізуіңіз, алға қойған мақсатыңыздың өзі біз үшін үлкен мәртебе. Бізге бүгін студиямызға келіп сұхбат беруіңіздің өзі үлкен құрмет аға. Үстіңізде тосын. Рахмет. Кейін қайырып берейін. Аллаға қолыңызды қысып қояйын. Тек жақсылыққа келіңіз. Амандықта жолықтыруды Алла нәсіп етсін. Мен күтпеген сюрприз болды ол. Өз телевизорды жақсы көремін, жаза алмағасын. Жаңағы сол ана Нұртөлеуден қалған не ғой? Осындай журналистермен сұхбатқа қызығып жүредім, көптен қолыма түспей еді, жақсы болды. Ал жақсы аға, елге сәлем айтыңыз. Жақсы. Өзіңіз де ұрпақтарыңыз да мың жасаңыз. Алға қойған мақсатыңыз әлі көп екен. Алға қойған мақсатыңызды жүзеге асыру үшін ғұмырыңыз ұзақ болсын аға. Аманат таудан да биік ұғым. Сол аманатты арқалаған күйімізде ұлт алдында да, ұрпақ алдында да аласармайық. Сау болыңыздар. Аумин.